еркек должен деген нәрсені айттық қой жаңа. Бұл пікір қайдан қалыптасты? Бұл пікір бұрыннан бері ана заманнан бері енді айтады ғой, қалыптасқан деп, еркек деген нәрсе жауапкершілікті алу керек, еркек бәрін істеу керек деген нәрсе. Бірақ ондай артық еш нәрсе жоқ. Бұны бізге киномен, музыкамен, клиппен сіңдіріп тастады. Музыкамен, әртүрлі кинолармен, әсіресе батыстың киноларымен еркекке бір артық жауапкершілікті іліп тастады. Сөйтіп ол жауапкершілікті мынау енді 90-шы не дейді, совет үкіметінен бастап қой бұл пікір қатты қалыптасқан біздің СССР-ден бері. Содан кейінгі Голливудтың жаңағы батыстың кинолары психологиясы кірді. Тем более еркекті вообще не істеп тастады, тығып тастады. Сосын феминизм деген нәрсе шықты. Олар вообще еркекті төмендетіп, біз әйелдер өзімізде істей аламыз, өзімізде бола аламыз, бүйте аламыз, сөйте аламыз деген әңгімемен тіпті еркекті бір төмендетіп тастады. Еркексіз де өмір сүруге болады екен деген идеяны сіңдіріп тастады. Енді еркек должен, бірақ еркек біріншіден өзіне должен, ең бірінші. Өйткені Құдай оны еркек қылып жаратқаннан кейін, Құдай бізді әйел емес еркек қылғаннан кейін, бізге күш қуат, денсаулық бергеннен кейін, бірінші кезекте сен өзіңе долженсың. Ол не? Сен бірінші өз аяғыңа нық тұру керексің, соған долженсың. Сен өте білімді болу керексің, яғни сенің денсаулығың болу керек, өзің денсаулығын қарау керексің, сен табысты болу керексің, сен өзің жүріп тұратындай, өз басыңды асырай алатындай бірінші ақшаң, қаражатың болу керек. Үшінші, сенің бір қоғамдағы орның, статусың болу керек, яғни абыройың болу керек. Міне сен осы нәрселердің бәрін қамтамасыз етпей, сен біреуге беретін болсаң, бізді үйретіп тастаған ғой жаңағыдай, жоқ кезінде 50 теңге бере алмаған адам, бар кезінде 500 мың бере алмайды, немесе қазір жоқ кезде бермесең, Құдай саған бермейді деген сияқты бір сөздермен сіңдіріп тастағанда, бірақ қазақта тағы да айтады, бұған қарама-қарсы. Яғни мен всегда бұрын ойлайтынды, бір нәрсе айтылса, мысалы бір мақал айтылса, болды сол қатып қалған идея деп ше. Сөйтсең оған қарама-қарсы сөздер, мақалдар айтылады. Сен бүйтсең былай болады деген сияқты. Шариғаттың өзінде де кейде осындай нәрселер шығып жатады да. Сол үшін жаңағыдай мен қазір жоқ кезде беретін болсам, кейін байып кетемін, немесе қазір жоқ кезде 50 теңге бере алсам, кейін байығанда 500 мың бере алмаймын деген идеяға сеніп қалсаңыз, ол шынымен де сондай болады. Бұл жерде әңгіме кім неге сеніп тұр, соған байланысты ғой. Демек, қазір ғана бір нені тыңдап отырмын ғой сабақта, ерте үйленудің пайдалары айтылып жатыр да, ерте үйленсең осындай болады деген сияқты. Бірақ мен оған дәл қазір қоғаммен салыстырып, кеш үйленсең былай болады деп тағы да несін келтіре аламын да. Ответка бере аламын деген сияқты. Тура осы жақта ерте үйленгендердің де минустарын айта аламын, мына жақта кеш үйленгендердің минустарын айта аламын. Демек, тура осылай болса, бұл осындай дұрыс вариант деген нәрсе жоқ та. Өйткені өмір әртүрлі, заман әртүрлі, адам әртүрлі, өмір өзгеріп тұрады, адамдар да өзгеріп тұрады. Демек, бұл бірдей шаблон барлық адамға бірдей жұмыс істемейді. Еркек должен деген нәрсеге сеніп алған жігіттерде олар не істейді? Өмір бойы сол жаңағы денсаулығын, уақытын, өзіне ұнайтын нәрсесін, ақшасын, табысын, дүниесін бәрін не істейді? Бір әйелге немесе бір семьяға арнап тастайды. Яғни индивидуальный раб дейді ғой, индивидуальный, яғни бір әйелдің жеке персональный құлы болады да. Соның шубасы, соның киімі, соның әйелі, соның ата-анасы, соның жаңа айфонның новый шықса, соның астына көлік мінгізу, немесе өзінің бала-шағасы деп бала-шағасы үшін өмір сүру. Сонымен еркектің потенциалы бір үйде ғана шектеліп қалады да. Болды. Еркек деген сенің Құдай басыңа бір қадірлі, соны еркек деп жаратты, бірақ сен алдында соны бір үйге, бір әйелге персональный раб болдың, құл болдың да. Бұл енді мен біреу келісуі мүмкін, келіспеуі мүмкін, бұл менің жеке ойым жігіттер. Мен әркімді тыңдағаннан кейін, әртүрлі оқиғаларды көргеннен кейін айтып отырғаным. Сондықтан еркек должен, бірінші кезде өзіне должен. Сондықтан бірінші өзің аяққа тұрмай, екі аяғыңда нық тұрмай, қазақта айтады ғой, екі аяғыңда нық тұр. Немесе орыстарда осы сөз айтады, крепко стоит на ногах деген сөздер бар да. Яғни құламайтын адамды айтып тұр да, аяқ мықты дейді. Бұл аяқ мықты тұру үшін не үшін айтады? Сен денсаулығың болмаса, сенің қаражатың болмаса, сен жаңағыдай ақыл білімнің деңгейің болмаса, онда сен аяғыңда нық тұрмын деп айта алмайсың. Сондықтан біз осы жерде отырған бәріміз де аяқтан нық тұрмыз, біз өзіміз толдық, жеттік, енді біз береміз, біз енді өзімізден артылғанын бөле аламыз дейтіндей жағдайда емеспіз. Сондықтан бізге әлі де болса аяқты нығайту керек. Ол үшін әрине жаңа айтқандай білім керек, оған амал ету керек, жаңағыдай денсаулықты күту керек. Осының бәрі еркек өзіне бірінші должен. Яғни сен бірінші өзіңе должен болмай, басқалардың должен орындай бастайтын болсаң, онда сен өзіңе қиянат жасаған болсың. Ол қазақта да айтты ғой, өз жырмағанның сарқытын ішпе дейді. Немесе сорлы сүт ішейін десе, мұрнынан ақ кетті дейді. Сорлы болып, сүт аппақ сүт ішейін деп, енді бір сүтке қолым жетті ау десе, мұрнынан қан ағып кетіп, жаңағы сүттің өзін құртып жібереді да. Яғни сондай сорлы бейшара жағдайға түсіп қалмау үшін еркек бірінші өзіне должен болу керек, өзінің должындарын білу керек. Сосын бар бұл әйеліне, сосын бар бала-шағасына, ата-анасына дегендей мәселе жүреді. Бірақ жоқ кезде өзің өйстіп беретін болсаң, онда сен де ұзаққа шаппайсың. Өйткені сенің потенциалың бітеді, шектеледі. Сен өзіңе беру керек, өзіңе құю керек нәр кезде сен басқаларды ойлайтын болсаң, онда тоқтайтын жерің сол жер болады. Енді
тағы да долженға қатысты айтатын нәрселер. Бұл жерде каблук деген нәрсе бар, қазір айтылады еркекке қатысты. Сосын қазір ана еркек сыртта жүреді дейді ғой, әйел іште жүреді. Әйелдің функциясы үйде, еркектің функциясы сыртта деген пікір қалыптасқан. Демек еркек должен деген нәрсені түсіндік қой. Еркек бірінші өзіне должен, содан кейін барып сыртқа. Енді еркек сырттың адамы, әйел еркек түзде, әйел үйде деген нәрсе бар. Осы түсінік өте дұрыс. Негізі осылай болу да керек. Өйткені еркектің жұмысы ол сыртта болғаннан кейін, ол суықпен, ыстықпен о заманнан бері сондай болып қалыптасты. Бірақ әйелдің функциясы ол үйде отыру. Үйдің очаг дейді, хранительница очага деп айтып жатады ғой орысша. Енді қазақша қалай айтуға болады? Үйдің үйде үй создавать ететін нәрсе ғой. Сен үйдің сырттан шаршап келгенде, жаурап келген кезде, қарның ашып келген кезде сен бір жағдайың жасалып тұру керек. Бірақ ол үшін жігіттер осы нәрсені түсіну керек. Біздер көп жігіттер қатты қателеседі. Мен әйел алған кезде мен әйелім маған дух беріп тұру керек, маған жаңағыдай менің артымда осындай бір мотивация беріп тұру керек. Әйтпесе әйелім ондай болмаса, онда бітті, өмір быт шықты, біттік деп. В общем, жауапкершілікті алды, әйел келіп тастайды. Вот дұрыс, мен жұмыс істей алмай қалдым, мен реализация ете алмай қалдым, өйткені мен әйелім дұрыс болмай қалды. Әйел маған мотивация бермейді, әйел мені қанаттандырмайды деген сияқты әйелге жауапкершілікті іліп қоятын да жігіттер аз емес. Бұл дұрыс емес жігіттер. Бұл шариғатта да дұрыс емес, бұл қазақтың менталитетінде дұрыс емес, жалпы еркектік психологияда да бұл дұрыс емес. Әйелге жауапкершілікті іліп қояды, типа сен дұрыс емес болдың, сол үшін мен осындай бола алмай тұрмын деген сияқты. Бірақ бұның да екінші жағы бар. Егер әйел шынында да дұрыс болатын болса, сен шынымен де өсесің. Ал егер шынында да әйел дұрыс емес болса, белгілі дәрежеде ол саған әсер етеді. Бірақ әсер етеді, егер сен өзіңе сол нәрсені қабылдайтын болсаң. Осындай жерде де бар да. Демек, айтып тұрмын ғой, жаңағыдай қатып қалған бір қағида жоқ. Сен әйелің дұрыс емес болды, бұл сен конченый бітті, өмірің шайқалды деген нәрсе жоқ. Тура осы сияқты әйелің мықты болды, әйелің ойбай сұмдық мотиватор, коуч болып кетті, саған қанаттандырып тұр, сен енді ұшып кетесің деген нәрсе жоқ. Қатып қалған шаблон жоқ, қағида жоқ. Бәрі маған байланысты. Мен егер әйелімді солай қабылдайтын болсам, мен ұшып кетемін. Әйелім егер маған жаман сөздер айтып, мені қанаттандырмай айтса, мен соны қабылдасам, мен онда жаман болып қаламын. Демек, әңгіме менде, әйелімде емес. Сол үшін жауапкершілікті бірінші өзіңе қою керек. Бұл долженға қатысты нәрсе. Енді жаңа еркек түзде, әйел іште дедік. Осы жерде түсіну керек жігіттер. Біз әйелдің кухнясына араласпаймыз. Оның тамағына, оның мынау пердесі құртылып қалыпты, ана баланың мұрны ағып жатыр екен ертең деген сияқты ондай тірлікке араласпау керек. Қазір қызбен жүріп бастаған кезде де ол әйелдің тірлігіне араласып, жаңа қыздармен өсек айтып, біреуді обсуждать етіп, яғни қызбен жүріп бастағанның өзінде әйелдік позицияға түсіп кетпеу керек. Яғни қыздың подружкасы болып қалмау керек жігіттер. Қыздың подружкасы сияқты деген нәрсе не? Ол қызбен өсек айтады, қызға барлық проблемасын айтады, қызға үйіндегі не болып жатыр, анау әке-шешесімен ұрысып жатса, әке-шешесі бүйтіп жатса, сөйтіп жатса, туысқандарымен бірдеңе болып жатса, соның бәрін әкеп қыздарына айтып отыратын жігіттер бар. Кеше туысқандарымыз бүйтті, ана құдалыққа барып өтіп сөйттік, біздің папа анандай, біздің мама сондай, ой, олар ондай, мұндай. Яғни қызға артық информацияны беріп, сен қыздың әйел сияқты бір қызбен позицияға түсесің да. Яғни бір қыздың подружкасы сияқты. Бұл деген жігіттер ойлауы мүмкін, мен өйстіп ашылып бәрін айтып жатырмын, ол мені түсініп жатыр, ойбай керемет. Жоқ, ол сені түсініп жатқан жоқ, ол сенің туралы бүкіл информацияны біліп жатыр да, ертең сен үйіңе барған кезде біліп отырады, ана туысқаның мынандай, сен мамаң мынандай, сен папаң негізі осындай ішеді, сен мамаңды ұрады кезінде, сен айтқансың өзің деген сияқты өзіңе қарсы қолданады сен. Яғни еркек адам айтады ғой, бір сырың ішіңде болсын дейді всегда. Өзің қойныңа жатқан әйелге де даже айтуға болмайтын әңгімелер бар да. Сондықтан кухня деген нәрсе ол сенің үйің, қазір жеке кухня, сен тұрып жатқан әке-шешеңмен тұрып жатқан үй, ол сенің жеке кухняң. Пока ана қыз уже официально некемен кірмегенше, ол кухняға оның араласуға ешқандай хақы жоқ. Тура сен сияқты сен де ол қыздың кухнясына кіріп алып, әкең кім, шешең кім, қалай тұрып жатыр, не істеп жатыр, не үшін ажырастыңдар, не үшін достастыңдар деген әңгімеге сен де өйтіп артық кіруге сен хақың жоқ. Иә, белгілі дәрежеде сен ана әке-шешесін зерттеу керексің, ол да тура солай сені зерттеу керек, бірақ жаңағыдай кухняға кіріп кетудің керегі жоқ. Екінші мәселе, үйдің кухнясы деп айтып отырмық қой, жаңа әйел адам тірлігіне араласпау керек та. Жаңа тамағың дұрыс болмай қалыпты, осындай тамақ жегің келмейді, сен бүйтеді екенсің, сөйтеді екенсің деген сияқты майда тірлікке араласпа. Тура сол сияқты әйел сен араласпасын. Сен қанша тауып жатсың, сен неге үйге мұнша әкеліп жатсың, сен неге табысыңды айтпайсың, неғып кеш келдің, неменеге жаңа звондаған кезде алмадың деген сияқты нәрселердің бәрін басынан бастап шешіп алу. Бірақ басынан бастап ондай информация, жаңағыдай ондай тәрбиені дұрыс қою үшін сен басынан бастап қызбен жүріп бастаған кезде сен сол тәртіпке үйрету керексің қызды. Сондай отношениядан бастау керексің. Өзің айтарын айтып алып, өзің кешірімді сұрап алып, өзің қадалатын жердің бәріне қадалып келіп үйіңе келген кезде, или осындай ақпаратты енді тыңдаған кезде жоқ, бүгіннен бастап бәрі басқаша болады, болды енді деген әңгіме жүрмей қалады. Сондықтан айтады бізде қазақтар, қатынды басынан деген нәрсені көп жігіттер ойлайды екен ғой, әлгі басынан бастап ұру керек, қатынды басынан ұру керек деген сияқты түсінетін де жігіттер бар екен. Сондықтан бұл өте қате. Қатынды басынан деген нәрсе басынан бастап дұрыс қарым-қатынаста жүру керек. Сосын
еркек түздің адамы деп айттық қой. Еркектің тірлігі түзде, әйелдікі іште. Әйелдікі іште дегенде осы нәрсе тағы да түсініп алу керек жігіттер. Бұрынғы аталарымыз, біздің апаларымыз, әжелеріміз қандай іште тірлік істеді? Олар бала туды, ондап. Олар өз қолымен кір жуды, күбі пісті, қазанда тамақ пісірді сыртта. Яғни үлкен физикалық жұмыс істеді да. Ал біздің қазіргі қыздардың үйде деген тірлігіне нені газ плитаны чүк етіп басады, холодильникке салады, не дейді анау, стиралканы басады, пылесосты басады, яғни кнопкамен жұмыс істеп жүрді. И соны міндет қылатын қыздар бар қазір. Біздің тірлігіміз ауыр, қиын. 2-3 бала туады, ар кетсе, соны алады да неге тығып қояды, садикке салып қояды. Соны әкелу, апару, ол да бір сұмдық жұмыс олар үшін ше. Демек, осы нәрседен басын ашып алу керек. Бұл жерде қыздар жоқ, бірақ қыздарға всегда біз кері байланыс беру керекпіз да. Яғни біз жігіттер всегда қызға кері байланыс беріп отыру керекпіз. Ол көшеде бізге қатты сөйлеп қалса, немесе жаңағыдай жалып жасап, ойбай, біз деген қыз болу деген оңай емес деген сияқты әңгімелер айтып жатса, бала туу деген оңай емес деп әңгіме жалып сондай бір бізге нажалыс басатын болса, оған орнына қою керекпіз жігіттер. Солай екен ғой, иә деп оған жанын ашып, оған иіле беретін болсаң, онда каблуктың шеті көріне бастады деген сөз. Сосын ана бір сөз бар ғой, егер қыздар бір күн жігіт болып көретін болса, ешқашан жігіт болмас еді дейді. Олар ешқашан жігіт болмас еді дейді. Өйткені ол өте қиын негізі олар үшін, қыздар үшін. Бірақ біз ойлаймыз, біз егер қыз болатын болсақ, бізге жігіттердің көбісі келісетін еді қайттан қыз болуға ше. Қайттан қыз болып жүре беру. Өйткені қыздарға фишкалар не дейді, ништяктар дейді ғой, былай халява келетін нәрсе көп та. Біреу саған лайк баса салады, біреу саған жылы сөз айта салады, жолда біреу орын бере салады, біреу жаңағы өткізіп жібере салады. Түрің әдемі болатын болса, тем более сен просто жұмысқа шақыра салады. Иә, оның бір арт жағында әңгімелер бар ғой, бірақ в целом саған жеңіл болады да көп нәрсе жігіттерге қарағанда. Өйткені жігіт адам бірдеңе адам болу үшін өзін дәлелдеу керек. Қыздарға просто әдемі болса болды, қыздардың фигурасы болса болды, ол көп жерде бізден алға кетіп қалады, озып кетеді. Демек, еркек түзде деген нәрсе еркек түздің тірлігімен араласу керек жігіттер. Өзіңнің сыртта жұмысың болсын, өзіңнің қызметің болсын, сен миың сырттағы іспен занят болсын, үйге келген кезде топ етіп құлап қалатындай жағдайда olur ғой, ұйықтап қалатындай да, ырың жырыңға араласпайтындай да. Сондықтан бұл бір мәселе. Қысқаша айтқан кезде осылай да. Енді екінші мәселе, бұдан кейінгі тақырып подкаблучник деп айтамыз, иә. Подкаблучник деп кімді айтамыз дейді. Подкаблучник деген нәрсе негізі орыстардың термині ғой енді, бірақ анығын айтқанда, яғни каблуктың астындағы адам ғой, талай суреттерінде көріп жүрсіңдер. Енді подкаблук деп көп жігіттер қазір, үлкен жігіттер қазір Инстаграмда байқасаң, орыстар енді біздің қазақтарда да бар ғой, бірақ Инстаграмға біздің қазақтар үйіп шықпайды. Орыстарда көп мынандай жігіттер, сендер ойлайсыңдар, типа анау подкаблук деген нәрсе мындай деп қояды да, өзінше бір не береді да, оған түсініктеме береді да, типа менің әйелім сендердің әйелдеріңе қарағанда күліп жүр зато деп ше. Мен оған шуба кигізем, мен оған көлік мінгізем, мен оның барлық айтқанын жасаймын, зато менің әйелім күліп жүр, сендердікі жылап жүр дейді да. Осыны естіген жігіттер, мынандай жас жігіттер ойлап қалуы мүмкін, шынымен де біздің әйеліміз главный күліп жүрсе, сол бақыт емес па деген сияқты ойға келуі мүмкін да. Бірақ жігіттер әйелің күліп жүріп, сенің жаңағыдай сыйлық алып, сенен бір көп внимание алып, сосын мәз болып жүрсе, ол не факт, что ол сені жақсы көреді, немесе сенімен қалады деген сөз да ол. Сен көшедегі любой әйелге, любой қызға сыйлық беретін болсаң, ол да күледі, ол да солай мәз болады, ол да солай, өйткені ол әйелдің табиғаты. Бірақ ол әйелдің саған деген сезімі, махаббатын көрсеткіші емес, ол күліп жүргенше, саған бір рахмет жаным деп бетіне сүйіп, құшақтап, сенің сыйлығыңа ырза болса, мәз болатын болса, ол сені жақсы көреді деген сөз емес. Бұл бірінші. Екіншіден, әйелдің бәрі сыйлықты жақсы көреді. Бүкіл әйел сыйлықты жақсы көреді. Қандай әйел болсын, ол интроверт болсын, экстраверт болсын, ол зорланған болсын, басқа болсын, түрмеден шыққан әйел болсын, ол барлық әйел сыйлық алғанды жақсы көреді, внимание алғанды жақсы көреді. Өйткені оның табиғатында бар нәрсе да. Сондықтан мен әйелге сыйлық берсем, мен әйелімді күшті қарасам, меніңше қызыма көп ухаживать етсем, оған көп ана жылы сөздер айтсам, жаңағыдай көп артық внимание беретін болсам, ол маған қарайды. Сосын жаңағыдай мен каблук емес, дұрыс жігіт болам деп ойласаңдар, онда қатты қателесесіңдер. Бұл деген тағы да не емес, жігіттер бір әйелге сыйлық бермеу керек, қыздармен мүлдем ондай жылы сөздер айтпау керек деген нәрсе емес. Барлық нәрсенің алтын ортасы бар ғой, алтын ортасын ұстай білу керек. Демек, каблук деген сөз ол мынандай нәрсе ғой. Каблукты негізі кім өсіреді? Каблукты әкесі өсірмейді никогда. Бірақ каблукты өсіретін әкелер де қазір көп емес, өйткені әкелердің өзі каблук болып кеткеннен кейін, каблук әкелер көп, сосын оны көріп өскен ұлдары, конечно, каблук болады да. Бірақ каблук деген нәрсені өсіретін ол көбінесе аналар. Көп анау қыздар көп үйде өскен жігіттер, немесе анасымен жалғыз өскен жігіттер, немесе үнемі мектепте де мұғалімі әйел адам болған, садикте де әйел адам болған, одан кейін универде де оның кураторы әйел адам болған, яғни әйел адамдармен көп байланыста болған, немесе анау неде
студенттер болады ғой, немесе жұмысшылар да, мысалы коллегалардың ішінде қарасаң, көп қыздардың арасында жұмыс істейтін жігіттер, немесе көп қыздармен оқыған жігіттер, өңшең қыздармен оқыған жігіттер қанша қаламаса да сол қыздарға ұқсас болып кетеді. Өйткені қазақта сөз бар еді, жаңағы айғыр мен есектің қорасы екеуі қоралас болатын болса, мінездері ұқсап кетеді дейді да, екеуі бір-біріне тартып кетеді. Анау есек сияқты мінезге ие болады, тура анау сияқты жылқы сияқты мінезге ие бола бастайды да. Сол сияқты кіммен көп байланыста болатын болсақ, біз бәрібір әйел адамға қарай тартып кетеміз. Өйткені ана айтады ғой, жігіт пен әйел бір жалғыз қалған кезде, еркек пен әйел жалғыз қалған кезде, әйел всегда ұтып кетеді екен. Всегда ұтып кетеді, барлық жағынан ұтып кетеді. Физически сен оны ұрып тастай аласың, соғып тастай аласың, оны қайырып тастай аласың, әңгіме жоқ. Бірақ әйел адам бәрібір сені бір 20-30 минутқа егер еркек пен жігітті бір комнатада қалдыратын болсаң, мен ол зина қосылады деген нәрсені айтып тұрған жоқпын. Физически, морально бәрібір психологически әйел адам ұтып кетеді, өзін айтқан істейді да. Тура сол сияқты сен қыздармен көп жүретін болсаң, яғни өзіңнің қызыңмен ұзақ уақыт бірге жүретін болсаң, қызыңмен көп кездесе беретін болсаң, қызың қасында көп уақыт өткізе беретін болсаң, сен де бір күні каблук боласың. Қанша қаламасаң да сен каблук боласың. Өйткені әйел адам бәрібір сені жеңіп кетеді, өзін айтқанын жасатады саған. Сондықтан тестостеронның көп болған қаласаң, еркекше бір мінезге ие болғың келетін болса, онда еркектердің қасында болу керек. Ал каблукты жасайтын кім? Әйелдерге. Өйткені каблук ол әйелдерге пайдалы. Қоғам жалпы мемлекетке пайдалы. Өйткені мемлекеттің саудасын жүргізеді ол. Әйелдердің саудасын жүргізеді. Сондықтан каблук ол былайша айтқанда мемлекеттің несі ғой, бір активі ғой, жұмыс істейтін ше. Дейді. Қоғам мемлекетке қызмет ететін бір адам ғой. Нағыз еркектер олар не істейді? Олар бунтовать етеді, мына системаға қарсы шығады. Неге бұлай отыр? Неге мұндай емес? Неге мұндай емес? Деп артық сұрақтар қояды, артық движениялар жасайды. Революция жасайтындар бәрі еркектер ғой. Әйел адам шықпайды ғой. Егер ондай феминисткалар әшейін бүйтіп айқайлап шыққан болса, бірі пахат пистолет алса, олар жоқ болады да. Сондықтан тестостерон мықты еркектер, олар всегда сұрақ қояды, ол қоғамға керек емес, ыңғайсыз ондай. Сондықтан миллионы еркектер болады да, подкаблуктар олар бәрін көнеді. Жарайды, істей саламыз, әйел үшін бәрін істеймін, все, мен деп ана қыздың бір жерін көрсетіп қойса болды, ол жігіт ұрады, ол тақанса кетеді. Сондықтан өзіңнен осындай нәрсені байқасаң, онда сен не каблуксың. Бірақ біз негізі көбіміз каблукпыз ғой, бәріміз каблукпыз ғой, почти айтқанда. Бірақ бұдан емделу керек. Бұл кәдімгідей ауру жігіттер. Каблук деген бұл ауру кәдімгі. Бізге бір жеңіл сөз болып қалған соң, подкаблук, ол каблук кетті ол деп айта салады да. Бірақ бұл негізі кәдімгі диагноз, бұл кәдімгідей ауру. Сондықтан бұны біз тоже ақыл сабақтарда ашамыз басын. Олай болса, дальше жүре береміз. Үйлену жігітке не береді деген келесі тақырып бар. Үйлену жігітке не береді? Қазіргі ең актуальный тақырыптардың бірі ғой. Қазір ғана осы туралы бір тегін сабақты қарап келе жатырмын. Шынында да үйлену жігітке көп нәрсе береді негізі. Бірінші очередь біз мақсат, үйленудегі мақсат всегда айтады ғой, шариғатта да айтады, зинадан тыйылу бірінші очередь. Яғни некесіз қосылудан тыйыласың дейді. Бірақ үйленіп алған жігіттердің бәрі зинадан тыйылды деп айта аламыз ба? Жоқ. Демек зинадан тыйылады тек қана кім? Құдайдан қорыққан адам ғана тыйылады. Осы мәселені шешу керек. Екінші, үйлену жігітке не береді? Отбасын береді. Яғни келген кезде бір бала-шағаң болады, үйіңе келген кезде бір тыныштығың болады да, сенің бір қайтып келетін бір орның болады. Сондықтан үйлену қазіргі моментте еркекке бір очаг береді, яғни үй береді, бөлек жеке үй. И то сен әке-шешеңмен тұрмасаң, егер әке-шешеңмен тұрсаң, сол үйде қаласың, почти ешнәрсе өзгермейді. Просто бір әйел қасыңа қосылып деген сөзді. Қасыңа бір жататын адам, яғни түнгі терапия береді. И то ол жақсы болып, көңіліңнен шығып жатса, тоже жақсы. Ұнамай жатса, тағы сен налево қарайтын боласың. Сосын болды. Былайша айтқанда осы екі нәрсе береді еркек адамға. Яғни зинадан тыйыласың, сол түнгі терапия, соның бәрінің ішіне кіріп кетеді. Екінші, просто сен үйің болады да, қайтып келетін. Қасында бір адам болады, яғни жалғыз жатпайсың, болды. Заң жағынан да бір адами құндылық жағынан да осы екі нәрсе еркектің пайдасы негізі үйленудегі ше. Ал әйел адамға не береді үйлену? Әйел адамға полный жауапкершілік беріледі, еркектің жауапкершілігіне өтеді. Сосын әйел адамға киімі, тамағы деген сияқты бүкіл материальный құндылық несі қажеттіліктерін бәрін еркекке алады да, еркек жабады. Ертең әйел айтып алады, мынау мені бақпады, қақпады, сен еркек емессің деген сияқты саған бір ная жасай алады да. Үшінші, бала туылады. Балаға ол әйел адам тағы да несін үкіметтен бонустар алады да, бала туған үшін жаңағыдай төленетін нелер бар ғой, сондай нәрселер алады. Тем более ол жақсы жұмыста істеген әйел болатын болса, көп жаңағыдай бонустар алады. Сосын Құдай сақтасын, енді ажырасып кетіп жатқан жағдай болған кезде де әйел адам еркектен бәрі ұтып кетеді, алимент алады, әр балаға дүниесі бар болатын болса, екеуі бірге тұрған уақытта жиған дүниенің бәрін не істейді, теңдей бөліп алады. Яғни не за что, просто сен бүкіл өзіңнің тапқан дүниеңді жартысын фук етіп әйеліне өліп бересің, короче. Демек, заң жағынан да, адамгершілік жағынан да әйел адам үйленген кезде ұтып кетеді екен да. Барлық жағынан. Сосын бізде айтады, еркек пен әйел тең, анау мынау деген сияқты әңгімелер көп қоғамда айтылады, бірақ ешқандай тиімді жоқ. Негізі еркектер басып тастаған, әйелдерді көтеріп тастаған. Өйткені
мынау не система әлсіздерге жаратылған да. Кім әлсіз, кім таяқ жеп қалды, кім ұтылып қалды, вот сол ұтады всегда, бонуста болады да. Деп біреу бетінен бұрып жата қалдым да, болды мен таяқ жедім, болды милицияға салғандар, түсіріңдер, көрсетіңдер, міне удар болды, мына жеріме тиді, мынау мені ұрды дедім де. Болды, кім әлсіз, кім чорт болып қалды, короче, болды, сол ұтып кетеді ғой қазіргі заманда. Негізі әлемде закон джунглей деген нәрсе бар, кім мықты, сол алу керек негізі. Ол всегда солай болған и солай болу да керек. Кім мықты деген кезде кім барып ұрып тастап, тоғып тастап, сол алып кетеді деген бандитизмді айтып тұрған жоқпын. Кім мықты деген кім ақылымен мықты, кім достоин да, сол. Кім күшімен мықты, кім достоин, кім шынымен де жарыста ұтып кетті, кім олимпиадада шынымен де ұтты, кім шынымен де ақылы жетіп сол идеяны жасай алды деген сияқты. Вот сол нәрсе кім мықты, сол ұтады. Бізде қандай? Кімде ақша бар, кімде таныс бар, кім сондай ғой. Әлсізсің ба, болды, ақшаң болма, болды. Любой жерге барып отыра саласың, любой проблеманы шешіп кете аласың, любой қыз өзіңе тартып ала аласың деген сияқты да. Вот сондай әлсіздердің заманы болып қалғаннан кейін бізде сондай әлсіздікке үйреніп қалғанбыз. Қойшы, бүйтіп бере салып ала салайық, қойшы, бүйтіп шешіп бере салайық, как-нибудь өзіміз былай деген сияқты. Бәрі сөйтіп сондайға үйреніп қалғанбыз да. Сосын қазақ десең өзіңе тиеді деп өзімізге ренжіп сөйлеп отырамыз. Демек, үйленуді шешіп алдық. Үйлену тек қана еркекке екі-ақ нәрсе беріп тұр ғой. Қазір қарасақ ше. Вот әйел адамға бонустар көп. Ажырасып кеткеннің өзінде де еркекке түк қалмайды ғой. Еркек ұтылып қалады да. Ажырасып кеткеннің өзінде де еркектің бәрінен затын теңдей тартып алады. Мен сен балаңды бағып отырмын, давай деп каждыйына алимент төлетеді. Я сен балаң үшін жасайсың, бересің, әңгіме жоқ. Бірақ сенің әйелің просто за счет тебя өмір сүреді да. Сондықтан үйлену жақсы жігіттер, үйленуге тырысу керекпіз, үйленуге. Бірақ осындай ертең құдай сақтасын ажырасуға келіп қалатындай жағдайлар болмас үшін әйелді, қызды дұрыс таңдау керек. Ол туралы біз тағы да ақыл тауып адамда полный кәдімгі қалай үйлену керек, қандай қызды қалай таңдау керек, оны жік-жігімен айтып кеттік. Үлкендердің ақылына сүйене отырып жігіттер. Өзімнің ойымнан көргенмен емес, оны да қостық, бірақ көбінде үлкендердің ақылына. Осы қазіргі замандағы үлкендердің ақылына. Бұрынғы атамыз айтқан, көкеміз айтқан емес, осы замандағы кісілердің. Сондықтан бізге актуальный нәрселер ғана бар, осы жерде свежий нәрселер. Келесі сабаққа көштік. Енді пикапер болу деген нәрсе, бәрін естідіңдер ғой. Пикапер деген нәрсені бәріміз естідік. Қызбен таныс. Пикапер деген жалпы кім? Пикапер ол белгілі уақытта, белгілі уақыттың ішінде, мысалы 15 минуттың ішінде 10 қызбен танысып, 10 қыздың телефонын алу керек деген идея да. Яғни пикапердің жұмысы сол. Ол тек қана телефон алып, сонымен ары қарай звондасумен ғана шектелетін нәрсе. Негізі пикапер. Енді бұрын бір 2-3 жыл бұрын, 4 жыл осы теманы бастап, енді айтып жүре бастаған кезде бізде пикапер болдық қой. Мен де осы жігіттерге осыны үйреткім келетін, типа, давай там 30 минуттың ішінде там 3 қызға жақында, там 20 минуттың ішінде 5 қыздың телефонын алып кел деген сияқты идея бар да. Бірақ бұның сорақысы бар жігіттер. Бұл пикапер болып бір қызға жақындап телефонын алып жүру, біріншіден сен үйреніп қаласың осы идеяға ше. Типа барасың, только қана телефонын алғанша сен ойлап тұрасың да, телефонын алып алсам болды осы қыздың деп ше. Телефонын алып алдың, бір звондасаң, звондап оны шығара алдың, шығарамасаң ол да қалады. Сосын сенде телефон, өйткені сен телефонда қыздар көп қой. Сосын сен осыған сеніп қаласың да, саған бұл кәдімгі бір привычка дейді ғой, бір әдет болып қалады. Көшеде қай жерде жүрсең, кафеде отырсаң, қай жерде отырсаң, сенің ойың бәрі ана қыздар таңдап отырасың. Ана қызды жақындасам бола ма екен, ана қызбен қалай таныссам екен, мынаған не айтсам екен, мына қызбен қайтып телефонын алсам екен. Бұл сенің бүкіл идеяң бәрі қызға кетіп қалады, сенің ойының бәрі қызда. Сосын ана телефонда қыздар көп қой сенде, масқара қыздың телефонын жинап аласың, бірақ біреуіне звондап шығарып, оны бір жетер жеріне жеткізе алмайсың да осымен. Бірақ сұмдықсың. Телефон деген сұмдық. Ой, маған жігіттерге мақтансың, қара, менде 20 қыздың телефоны бар. Мен кеше там 30 минутта 10 қызбен танысып телефон алып тастаған соң қарасай, телефон деген құдайға шүкір жетеді, звондасам любой шығады деп. Біреу де шықпайды да, бірақ біреу де шықпайды звондаса. Өйткені сенің жұмысың, сенің миың сондай қалыптасқан, что сен ол телефонды алғанша ғана ойлайсың да. Алғаннан кейін не істеймін деген идеяға сенбейді. Өйткені дофамин деген гормон бар жігіттер. Дофамин ол каждый раз новый нәрсеге жүгіре береді да. Мына крисаны зерттейді ғой, мындай зерттеу бар. Крисаны алады да, еркек крисаны алып, оған бір әйел крисаны қосады. Әйел крисаны қосқаннан кейін еркек криса не істейді ғой, енді ұрғашыны не болады, арасында жыныстық қатынас болады да, сосын ол ұрғашын алып тастайды да, 20 минуттан басқа ұрғашына келеді, анау тағы да тура солай қосылады, 20 минуттан алып тастайды, басқа ұрғашына келеді, анау тура солай қосылады. Сөйтіп мына еркек криса айтады, 4 сағаттың ішінде ма, 4 сағаттың ішінде пәленбай ұрғашымен қосылады да, уже шамасы бітеді ғой, оның желаниесі бітеді де өліп қалады. Яғни денесі уже шыдай алмайды, денсаулығы жетпей өліп қалады. Кәдімгідей истощение болады да, өліп қалады организм. Өйткені ол дофамин деген гормон сондай жігіттер. Ол каждый раз новый қызды көрген кезде бізде новый гормон атпайды. Ана қыздың телефонын алғың келіп тұрады, ана қызбен болғың келіп тұрады да, сосын сен уже қызбен результатқа емес, качествоға емес, қыз қандай қыз, ол әдемі қыз ба, ол статный қыз ба, текті қыз ба, тексіз болған емес, әдемі емес. Біз ана қыздан телефон алсақ болды деген ауруға түсіп қаламыз. Кафеде отырсаң, бір жігіттер болады сондай, алақ-жұлақ етіп отырады дейсің.
не үшін бұл неғып бұл процессте емес, неғып бұл бізбен сөйлеспейді, неғып қарамайды дейсің, ол ана қыздар зерттеп отыр қазір. Ана қызға қалай жақындасам екен, ана қыздың телефонын қайтып алсам екен, так анамен бүйтсем екен, сөйтсем екен деген сияқты идеяда отыр да. Телефон алғанда да ол бір жетер жеріне жеткізсе мейлі ғой қыздармен. Телефон алады да ертесіне қалады ол қыз, просто контакт көп болады да. Сондықтан пикаперство деген нәрсе, яғни қыздармен танысу, біріншіден бұл сені ауру қылады, яғни дофамин көп бөледі, жын болып қаласың, яғни сен белгілі ғана бір жерге дейін барасың. Екіншіден, бұл сен тестостеронды қатты түсіреді жігіттер, өйткені қыздар әртүрлі болады. Мен айтамын ғой, сен қызбен танысуға барған кезде барлық қыз сенімен таныса бермейді, біріншіден. Екіншіден, ол жауапкершілік 50-50 болады да. Сенің дұрыс жақындауың, сөйлеуің ол 50% болатын болса, қыздың настроениесі, қыздың көңіл күйі ол 50% болады. Өйткені сен білмейсің ғой, көшеде келе жатқан қыз құлағына наушник салып келе жатыр, болмаса жолда тоқтап тұрған қызға барып сен сөйлестің, әдемі бардың, бірақ ол саған кет шар деді болды. Кет шар деп просто өйстіп айта салды да болды. Сөйтсек, ол қыздың үйінде бір үлкен бір жауапкершілік, енді бір жамандық болып жатыр, әке шешесімен ұрсып тұр, немесе бір жаңағыдай қарызға батып тұр, немесе әртүрлі жағдай болуы мүмкін да. Сондықтан бұл 50-50. Енді саған өйстіп сен әдемі бір күш жігеріңді жинап, әдемі киініп алып бір қызға барған кезде ол саған кет жар десе, сен тестостерон содан жоғарылап кетеді деп ойлайсың ба? Жоқ, наоборот, жерге түседі, нөлге түседі да. И сен ойла, 30 минутта сен 20-30 қызға барып жақындадың, и 30 қыздың 15 қызы саған солай грубо жауап беретін болса, сен тестостерон сол күні 0 болады, кәдімгі 0-ға түсесің. Сондықтан бұл зиян, кәдімгі сенің организміңе, денсаулығыңа зиян. Әр қыздың телефонын сұрап жүру деген бұл сенің кәдімгі намысыңды әр қызға таптата беру ғой. Барлық қыз саған кет жар деп айтпайды, конечно, танысатын қыздар да болады, дұрыс жақындасаң, дұрыс сөйлесең, бірақ бұның осындай екінші жағы да бар да. Сондықтан пикаперство деген нәрсе бұл ешқандай қатты дұрыс нәрсе емес жігіттер. Пикаперствоны дұрыс қолдана білу керек, бірақ бұл қатты бір бізге керек, әр қызбен таныса берем, сосын мен бетім ашылып кетеді, күшті болып кетемін деген нәрсе жоқ. Бұны дұрыс подходпен жасау керек. Пикаперство деген нәрсе зияны бар, оның пайдасы да бар. Пайдасы болады қашан, егер сен ол қызды телефон алғаннан кейін ол қызбен белгілі бір жерге дейін бара алсаң, вот сол пайда. Сондықтан тек қана пикаперствомен айналысатын, пикаперствоны үйрететін сондай курстар, сондай бір организациялар, сондай адамдар, яғни телефон жинауды үйрететін жігіттер, немесе телефонын алып алып сол қызды тек қана төсекке тарту ғана мәселесімен шектелетін жігіттер, қыздар үйрететін сондай курстар, олар жақсы емес. Олар сені белгілі бір дәрежеде ауру қылады кәдімгідей. Сондықтан қыздарға ұнағың келетін болса, қыздармен дұрыс қарым-қатынаста болғың келетін болса, ол тек қана комплексна даму дейді. Комплексна сенің ақша, денсаулық, статус, қоғамдағы орның, сенің қыздармен қарым-қатынасың, яғни осы білімің сені қыздарға ұнатады, сен осы жерде сен өтіп кетесің да. Тек қана пикаперствомен айналысам, қыздармен танысам, көп телефондар жинап аламын, қыздармен деп жүрген жігіттер, олар деп сол уақытта қалады, бірақ денсаулығы кетеді, неше ауруды жұқтырады, оның арты жаман болады жігіттер. Сондықтан қысқаша айтқанда пикаперство деген нәрсеге қызықпаңдар да, ол дұрыс емес, ол телефон жинауға вообще қызығатын нәрсе емес. Комплексно дамысаң, қыздар өздері қызығатын болды саған. Қыздар өздері қызығады. Ол қыздар саған жүгіріп келіп менімен таныс, мені ал деп айтпайды ешкім. Бірақ сен жазған кезде, сен звондаған кезде, олар саған кері байланыс береді, яғни сенімен қарым-қатынасқа түседі деген сөз. Ал енді наглый чересчур қыздар бар, которые өздері жазатын, өздері звондайтын, өздері шақыратын. Енді сен ол кезде уже атаба бір күшті болып кеткенсің деген сөз ғой. Сондықтан сондай дәрежеге шығу керек жігіттер. Қыздардан керек, фокусты өзіңе қою керексің да. Сосын таяқтың екі ұшы болады деген тақырып тағы да, жаңа басында айтқандай проклятое оружие дейді. Бұны орысша бір психолог атын ұмытып отырмын қазір. Сол кісі осы нәрсені ашқан, проклятое оружие деген нәрсе бар. Бұны түсіндіру үшін мынандай нәрсені айтайын жігіттер. Мысалға бір қызды жігіттер жабылып зорлап тастады. Бір жерде қазір зорлады, сосын ана қыз сол жерден шығып келе жатыр да, үсті қан, бетінен ұрылған, жаңағы әртүрлі енді бір аянышты күйде жаңағы қыз енді бір сорлы күйде шығып келе жатыр, зорланып шығып келе жатса, алдынан өмір бойы ана қыз армандаған суретін іліп қойған бір жігіт шықты да. Қыздың армандағы жігіт шығып тұр ғой, алдында ше, тура алдында тұр ғой сол қыз, сол жігіт. Сол кезде ана қыздың состояниесі қандай болады? Ана жігітті ол қарата алмайды, во-первых, өйткені ана түрі быт шығып кеткен. Екіншіден, ол жігітті қаратуға деген оның желаниясы да болмайды да. Өйткені ана состояниесі быт шықты, оны зорлады қазір, ұрды, намысын алды да төгіп тастады да ол қыздың. Тура осы сияқты, осы мысалды айтып жатқан. Проклятое оружие деген яғни екі жағы бар деген сөз да. Тура осылай, егер біз бір қыздың артынан жүгіретін болсақ, қазір бір қызға осылай звондап, артық внимание беріп, жаңағыдай басында айтқандай подкаблучниктің бір әрекеттерін жасайтын болсақ, джентльмен дейді ғой, джентльменский әрекеттер жасайтын болсақ, сосын біздің миымызда ол қызға қатысты әбден дофамин гормоны бөліне береді. Өйткені біз оны жатар кезде ойлап жатамыз, Инстаграмын қараймыз, WhatsApp'ын қараймыз, тұра саламыз да сол қызды қайтадан қараймыз, сосын оған жазамыз, гүл береміз, ол звондаса қуанамыз, онымен шықсақ мәз жазамыз. Яғни осы процестің бәрі анау дофамин гормоны датаба бізде көп бөлінеді да қызға қатысты. Сосын ол қызды енді қалап үйленіп үйіне әкелген кезде бұл ана қыз қызық болмай қалады бізге. Сондай көп қой жігіттердің арасында.
ана қыздардың өзі айтып жатады, мен алғанша жаны қалмап еді осы деп ше, артынан жүгіріп еді, бүкіл жігіттермен таласып тұрып алып алып еді. Үйге келген кезде ағам жоқ болып кетті дейді да. Ағаң қалай? Ағаң көшеде жүр, баяғыдай жігіттермен қыдырып жүр, баяғыдай өзінің өмірін сүріп жүр, а мен өз өмірімді сүріп қалдым дейді да. Бірақ екеуміз ерлі зайыптымыз, бірақ мен өз өмірімді сүріп қалдым дейді. Осындай нәрсені біз жеңгелерден, әпкелерден көп естиміз. Демек, проклятое оружие деген нәрсе сол. Проклятое оружие деген сол, таяқтың всегда екі ұшы бар деген сөз. Қазір бұны тағы да ашамыз. Мен көп сөйлеп жатырмын, сендерге естіліп жатыр ма, жалпы түсініп жатсыңдар ма, қалай болып жатыр, бір кері байланыс беріп қойсаңдар маған. Сөйлеймін деген жігіттер болатын болса. Естіп жатыр. Абдусамат Мірқап бауырым, рахмет. Түсінікті болып жатыр ғой жалпы, иә. Проклятое оружие деген нәрсені енді орысша термин болғанымен жігіттер, бұл мен шығарған жоқпын, бұл психологияның бір термині ғой. Қазір адамның атын ұмытып тұрмын айтатынша. Демек, осындай нәрсені естідік қой бәріміз, яғни қызды алғанша жүгіреміз артынан, ойбай жанымыз қалмайды да, бірақ үйге әкелгеннен кейін, оны төсекте бір-екі рет көргеннен кейін бұл бізге қызық емес уже. Желание жоқ ана қызға. Бізде қызға бөліну керек. Тура енді семейный өмірде басталу керек қызықтың бәрін біз не істейміз? Семейный өмірге дейін бөліп тастаймыз ғой, мидағы гормонның бәрінше, артынан жүгіреміз, өлгенше соны алам, ойбай күйем, сүйем, жүгірем деп соны артынан жүгіреміз да, үйге келген кезде болды, уже қызық емес, цель не дейді ана, цель выполнена дейді ғой, болды, үйде отырып болды, мен уже басқа нәрсені іздей бастаймыз да, болды, уже әйел қызық емес, уже қатты желание жоқ. Бірақ біз оны ойламаймыз никогда, олай болады деген нәрсе бізде вообще идея келмейді, потому что болса таяқтың екі ұшы бар деп енді қазақша жасап қойдық. Медальдің де екі ұшы бар деп айтып жатады ғой, сондай сияқты, яғни любой нәрсенің екінші жағы бар, екінші қара жағы бар. Сен әдемі сұлу қызды ойлап жүрген қыздың да андай біз көрмейтін, бізге көрсетпейтін қара екінші беті бар негізі. Тура осы сияқты сен де сұмдықсың ғой, керемет, мен де мысалы мына жерде керемет болып ағылайып керемет болып отырмын, бірақ мен де мына жерімде екінші қараңғы жағым бар, оны мен ешкімге көрсетпеймін, оны тек қана Алла біледі болды. Енді бір адамдар білмейтін шығар, сыртынан қарап немесе қасымда жүрген адамдар да, бірақ в целом идеально ешкім жоқ қой. Демек, тура солай өмірге де осы қатысты да, бұл проклятое оружие деген нәрсе біз жұмыста да қатысты, денсаулыққа да қатысты, өзіміз қаламайтын бір нәрсені через себя істеп, ойбай қазір істеу керек, дисциплина деп, ерте тұру керек деп, өзімізді қинап, через не хочу бірдеңе істейтін болсақ, біз моменте ұтамыз, қазір ұтамыз да, мысалы бір-екі айдың көлемінде ұтамыз да, бірақ стратегически ұзаққа, бір жылға, екі жылға салғанда біз ұтылып қаламыз всегда, егер біз өзімізге қаламайтын нәрсені істейтін болсақ, через себя істейтін болсақ ше, любой нәрсе. Бұл деген не үшін? Өйткені через себя істеу, яғни өзіңді бүйтіп аттап кетіп, қош сындыру керек, өзіңді нәпсіңді жеңу керек, ана бізге қазір үйретіп тастаған ғой, сондай сөздер бар ғой. Өз-өзіңмен күресу керек деген идеяны өзің қарасаң, қарашы, өз-өзіңмен күресу керек деген нәрседе кім ұтады? Күресу деп жалпы кім ұтады? Күрескен кезде сен біреуді ұтып кетесің ғой, құлатып тастайсың ғой, жеңіп тастайсың ғой. Тура сол сияқты өз-өзімен күресу керек деген кезде адам өзін жеңіп тастайды да. Адам өзін жеңіп тастаса, онда кім болды? Онда сен онда өз-өзіңді жеңіп тастасаң, сен дұрыс емес болып қалдың, онда сен вообще өзіммен осы сөзді бұрын дұрыс түсінетін, бәріміз сияқты қабылдайтын, типа өз-өзін жеңу керек деген сияқты ше. Бірақ өз-өзіңді жеңу керек деген, өз-өзімен күресуге жалпы керек жоқ екен ғой жігіттер. Өз-өзімен күресіп, алысып, мен өзімді былай өзгертемін, мен бүйтем, сөйтем деген нәрсе жалпы дұрыс емес екен. Бұндай идеяның өзі дұрыс емес та, сөздің өзі дұрыс емес. Өз-өзіңмен күрес деген сияқты ше. Сондықтан өз-өзіңмен күресуге болмайды. Өз-өзіңмен ақылдасып, келісіп, өзіңді тану керек жігіттер. Қай жерде мен өзімді істегім келеді мына нәрсені, қай жерде мен мына нәрсені істегім келмейді, қай жерде маған ұнап тұр, қай жерде маған ұнамай тұр деген сияқты өз-өзіңмен сен алысып жұлысып емес, өзіңді тану керексің. Күресудің керегі жоқ. Бұл бірінші. Екінші, таяқтың екі ұшы бар деп айтып жатыр ғой. Егер біз өзіміз алысып, жұлысып, өзімізді қинап бірдеңеге жететін болсақ, результатқа қиын жететін болсақ, целге, мысалы бір қызды алдық, сол қызға үйлену керек, каким-то образом үйлену керек деп талымсып, тұрмысып, оның бүкіл болатын болмайтын өтірігі шыны бүкіл араластырып, сол қызды өзімізге қаратып болатын болсақ, ол қызды үйге қалай әкелеміз, немесе ол қызды өзіміздің мен ол сенің қызыңмын деген сияқты статусқа қалай ие болып болды оны бүйтіп менің қызым деген сияқты келген кезде бізге қызық болмай қалады сол нәрсе. Өйткені біз миымыз сондай, біз анау результатқа қиын ауыр болып жететін болсақ, көп сөйлейді да, мен қиналып ауыр болып жетсем, ойбай мен оны құнды қыламын, мен оның жаңағыдай бағасын сеземін деген сияқты жоқ. Зерттеулердің көбісі сол что қаншалықты адам қиналып бір нәрсеге жететін болса, через себя переступать етіп, өзін шаршатып, өзін қинап жететін болса, в моменте айтып тұрмын ғой, бір-екі ай ғана қызығын көреді да, одан кейін стратегически алдыға қарай ойлаған кезде ол қызық болмай қалады. Болашақта ол ұнамай қалады. Өйткені сенің ішіңдегі энергияң, сенің потенциалың, сенің дофамин гормонның бәрі не істеді, сол уақытта бөлініп, таусылып бітті. Енді сен ол қызға алдым ау деген кезде болды, желание жоқ, дальше қызық емес болып қалады да. Сондықтан
проклятое оружие негізі бұл қыздарға қатысты термин емес, бірақ мен оны сендерге осылай түсіндіру үшін айтып жатырмын да. Яғни жаңағы зорланған қыз сияқты болып қалмау керекпіз да біз. Зорланған қыз сияқты состояниеде, яғни өмір бізді потрепать етіп, быт шытымызды шығарып, әр жерден жұлқылап тастады да, и моментте қызды көрген кезде сүмірейіп, ол қызға желание да жоқ, что-то білмеймін, еш нәрсе істей алмаймын, қазір что-то дайын емеспін деген сияқты состояниеге ұстамау керекпіз да. Сондықтан дұрыс бұны түсіндір. Яғни проклятое оружиенің яғни таяқтың екі ұшы бар. Сондықтан қызға қатысты, бұл енді қызға қатысты айтып отқан, қыздың артынан жүгіріп, оны өлсем де күйсем де осы қызды аламын, осы қызды ғана басқа қыз жоқ деген сияқты идеяға қатты қолым жоқ. Егер сөйтіп алсаңдар, ертең ол қыз үйде қалады, сен өзің қайтадан бұрынғы тірлігіңе кетіп қаласың, ол гарантированно. Сондықтан дұрыс түсіндір бұл жағын. Енді қыз кезінде бәрі жақсы дейді, жаман қатын қайдан шығады деген не бар ғой, түсінік бар ғой. Бұл тағы да жаңағы проклятое оружиенің жалғасы болып тұр ғой. Яғни сен әйеліңді үйге әкелдің ғой, қалай да тырмысып алдың да үйге әкеліп қойдың, болды ғой, қызығын көрдің, бірге жаттың, тұрдың, бұл кәдімгі қыз екен, там алып бара жатқан ешнәрсе жоқ, сонша артынан жүгіріп, сонша не істедім деген сияқты идея болады. Сосын сен жайлап сырғанай бастайсың далаға. Жұмыс істегің келеді, үйге кеш келесің, үйге қатты келгің келмейді, ана әйелмен онша сөйлескің келмейді, в общем, сондай әңгіме басталады. Сосын жаңағы әйел, әп-әдемі сен кезінде алған әйел не істейді? Жаман қатын бола бастайды. Жаман қатын болып, сосын саған претензия айта бастайды. Неменеге кешігесің, неменеге бүйтпейсің, сен жігіт кезінде жақсы едің ғой, қазір қойдың ғой беруді, қазір қойдың ғой жақсы сөйлеуді, өткенде төсекте бас кезінде күштедің, қазір что-то желаниең болмай жүрген сияқты ғой деген сияқты әңгіме басталады. Демек, жаман қатын болып бастайды ол саған. Саған сөйтіп претензия айтып отқан әйел сен үшін жақсы бола ма? Конечно, жаман болады. Сен сосын айтасың, сен қатын немене қуасың, сен бүйттің, сөйттің, сен тілің шығайын депті, сен де жап-жақсы қыз едің ғой келген кезде, сен де бүйттің, өзгердің, анау деген әңгіме басталады да. Демек, жаман қатынды біз өзіміз жасап аламыз. Өзінен өзі жаман қатын болып кетпейді ол. Жаман қатынды жасамас үшін басында айтқандай, жаңағы проклятое оружие болып кетпеу керекпіз біз. Сондай өліп, тырмысып, талмасып, соны ойлап, азаннан кешке де жатсақ, соны ойлап, сөйтіп қызды үлкен бір цель қойып қоятын болсақ, сосын әкелгеннен кейін ол жаман қатын болады міндетті түрде. Өйткені біздің потенциалымыздың бәрі үйленгенге дейін бөліп тастады да, үйге келгеннен кейін уже ана қызға желание жоқ. Айтатын әңгіменің бәрін уже үйленгенге дейін айтып тастағансың, істейтін нәрсенің бәрін үйленгенге дейін істеп тастағансың, беретін сыйлық, подарка, ойбай, сұмдықтың бәрін үйленгенге дейін беріп тастағансың. Үйге келген кезде болды, уже қызық емес, болды, үйде отыр, саған алатын алдың, жедің, кезінде жүрдік қой, қыдырдық қой кезінде, давай енді бала туасың, мамама қарайсың, папама қарайсың, болды дейді. Сосын ол жаман қатын болып бастайды. Сен де мен сондай үйге раб қылып алдың ба, бүйттің ба, сөйттің ба, тем более біздің заманда, қазіргі мынандай ашық интернеттің заманында өмір сүріп жатқан қыздар, тілі 2 метр, олар мынаның бәрін көріп отқаннан кейін саған жақсы қарап жарайды деп, жаңағыдай апаларымыз сияқты бұрынғыдай қолмен кір жуып, тамағын жасап өйтіп жүрмейді ол қыз. Сондықтан жаман қатынды жігіттер біз өзіміз жасап аламыз. Мен қазір жігітпін, жақсымын ғой, маған немен бұндай темаларды айтып отырсың деп айтуым мүмкін да. Бірақ сен ертең үйленесің ғой, сен өзің білмей қаласың қалай үйленгеніңді, қалай жасың 20-30-ға келіп қалған, 40-қа келгенде. Вот сол кезде саған қызды қалай сындыру керек, бүйтіп айту керек, сөйтіп айту керек деген әңгіме қызық емес, саған осы әңгіме керек болады қатынмен қалған кезде. Сондықтан есте сақтаңдар осы нәрсені. Қалай махаббатты ұзақ сақтап қалуға болады дейді. Қалай махаббатты ұзақ сақтап қалу болады? Махаббатты ұзақ сақтап қалу үшін жаңа басында айтқандай, қыз кезінде бәрін беріп тастамау керек қызға. Яғни бүкіл дофамин гормонын бәрін бөліп тастап, қызға беретін бәрін беріп тастап, сосын мына үйге келген кезде түк беретін желание болмай қалу керек. Оны анау жабық сабақтарда айттық. Төсек мәселесі тоже өте үлкен рөл шешеді жігіттер. Оны біз антикурстың жігіттеріне айттық. Осы жерде болса біледі. Төсек мәселесінде сен желанияны сақтап, ұзақтап, соны сақтап қалудың жолдарын айттық. Соны сақтап қала алмасаң егер сен, онда махаббат сол төсекпен не істейді, көп нәрсе шешіледі біріншіден. Екіншіден ол эмоциональный біздің сөйлеуіміз, құшақтауымыз, сүюіміз, құшақтауымыз осы нәрсе. Жалпы махаббат деген нәрсені сақтап қалу үшін жігіттер білу керек. Басында жаңа айттық қой, гормональный фон құрып тастамау керек. Қыздың да өзінің де, яғни беріп айтатын, айтып үйленгенге дейінгі мәселенің бәрін беріп тастамау керек. Бұл бірінші. Екінші төсек мәселесі. Үшінші нәрсе бар. Қыз бен жігіттің махаббатының ұзақ болуы, бірге ұзақ тұруының 3 критерийі бар. Осы үшеуі болса, онда ұзақ әңгіме болады. Ал егер үшеуінің біреуі болмай қалса, немесе екеуі болмай қалса, онда махаббат ұзаққа бармайды жігіттер. Біріншісі животный инстинкт дейді ғой. Животный инстинкт деген нәрсе ол біздің төсек қалауымыз, бір-біріміздің темпераментіміздің төсекте сай келуі, иә, мысалы мен төсекте өте көп қалаймын, а қызым ондай емес та. Ол ағашта или болмаса наоборот. Қыз нимфоманка, сен аптасына бір рет тозылған саған жетеді. Бұл бірінші. Екінші животный инстинктқа келетін нәрсе тамақ. Яғни маған ұнайтын тамақтар жеу, екеуміз бірге отырып тамақ жеу, мен шапылдап жейтін шығармын мүмкін. А оған вообще ұнамайды, жеп көреді ол шапылдап, шашып жеп отырса, жыны келеді да ол қыздың. Бұл да көп мәселені шешіп тастайды. Кәдімгі екеуің бір столда тамақ жемасаңдар, онда сенде ешқандай махаббат жоқ ол жерде. Яғни сен шапылдап жесең, ол да шапылдап жейді деген мәселе емес, просто оған нормальный болу керек та ол нәрсе.
типа қабылдай алу керек та. И тамақтарын бір біріне ұнау. Маған мысалы маған да қуырдақ ет ұнайды да, ол салатпен шөп жейді да, ол екеуміздің тамағымыз вообще сай келмейді бірімізге. И енді бақытты болып кетуімізде осы жерде мәселе аз, өйткені адамға тамақ керек қой жеу үшін. Екеуі бір ауыз столда тамақ жей алмаса, онда қаяқтың махаббат, қаяқтың семьясы да ол жерде. Сондықтан животный инстинктқа кіреді біздің төсек қатынасымыз. Төсек қатынасына бәрі кіреді. Сенің денеңнің иісі, оның шашының иісі, сенің иісің, сен терлегендегі сенің денеңнің иісі, иә, біреу теріден жеркенетін адамдар бар, қыздар бар ғой, деп денесін ұстай алмайды да, еркектің ше. Немесе жігіттер бар, который әйелдің денесінен тер шықса, как будто әйелдің денесінен тер шықпайтындай сезеді. Ойбай, әйелім терлеп кетті, жаман қыз терлеп кетті, қолтығы не шығып жатыр деген сияқты. Бір сондай шошитын жігіттер бар да. Яғни әйел олар тап-таза болу керек сияқты да, вообще тышпайды, семейді, тер шықпайды, сондай болу керек сияқты да. Яғни осы нәрсені бір-бірімен қабылдай алмаса, животный инстинктқа осы кіреді да, оның иісі сенің иісің деген сияқты. Сосын төсек қатынасы, одан кейін тамақ мәселесі. Сосын бірге отырып кино көру, мысалы маған ұнайды да, мысалы әйелім қасымда отырса мен оны құшақтап отырғым келеді, аяғынан ұстап отырғым келеді, қолынан ұстап отырғым келеді да. Оған ол ұнамайды. Ұстамашы, арылтшы, ыстықтап кеттім, бүйтпеші деп отыратын адамдар бар да, жақын отпашы деп ше. Вроде ол сенің әйелің, қызың, бірақ сөйтіп отырады. Немесе ол сондай болуы мүмкін. Ол жабысып отырған жақсы көреді. Қолынан ұстап алып жүрсе де көшеде саған жабысып жүреді. Бір жерде тұрса да саған жабысып жүреді. Үйде отырса қасыңа жабысып отырады, қолынан ұстап отырады. Сен сондай, а сен жек көресің. Ұстай бермеші, арылтшы, қысылып кеттім, ары жатшы, өзің жатшы деп сондай адамдар бар да. Яғни осы нәрселердің бәрін қарау керек. Яғни сен қыз бен жігіт болып жүріп жүргенде ол белгілі, ол біліне бастайды. Сен бірге тамақ ішіп отқанда қалай отырсың, сен жақындаған кезде қандай реакциялар болып отыр, сен иісіңді қалай қабылдап жатыр, қабылдамай жатыр деген сияқты мәселе. Төсек қатынасында бөлек қой, в целом былай біліне бастайды да. Яғни бірінші животный инстинкт. Екіншісін ұмытып қалдым деген ойым бөлініп кетті. Екіншісі не дейді, ақыл дейді, интеллект. Яғни мен бір информацияны тез қабылдаймын. Мысалы мен кино көріп отырмын, киноны түсініп отырмын да, мына жерде мындай деп, әйелім қақпайды или қызым қақпай отыр. Не деген қуып кеткен кино, қандай киноға келдік деп отыратын қыздар болады да. Или болмаса наоборот, қыз түсініп бәрін есептеп, ана кино қандай күшті деп отыр, а сен ақылың жетпей жатыр, қорыта алмайсың. Немесе екеуің бір семинарға, тренингке барып қатысып отырсыңдар, әйелің бәрін түсініп отыр, а сен қақпайсың. Не айтып отыр мынау, нені шайып кетті мынау деп ше. Или наоборот, сен бәрін түсініп қалып, мына түсіндім, бүйту керек, оказывается мына жерде осындай екен ғой деп отырсың, әйелің қақпайды, вообще қақпайды, түсінбейді. Вот осы нәрсе, яғни ақыл, интеллект дейді ғой. Мысалы сен айтып отқан әңгімені әйелің түсінбей отырса, не айтып отырсың, не деп отырса, или болмаса наоборот болып отырса, бұл өте қатты адамдардың несін құртады. Семейный өмірде немесе қыз бен жігіт болып жүргенде қатты әсер етеді. Яғни осыны жігіттер қыздармен жүргенде байқау керексіңдер. Яғни екеуіңнің әңгімелерің, интеллекттерің, ақылдарың, қабылдау процестерің бірдей ма? Анау тупой болып сен ақылды болып кетуің мүмкін да, или анау ақылды болып сен тупой болып қалсаң, онда қиын. Яғни үшіншісі, соңғысы, ол менталитет дейді ғой. Яғни сен 1 миллиондық өмірді қалайсың да, мысалы мен 1 миллион тапсам маған жетеді, 1 миллион тапсам мен шиковат етіп өмір сүремін деп ойлайсың да. Ал әйеліңе ондай жоқ. Әйелің или сен қызың ол 10 миллиондық өмірді қалайды да. 10 миллионға өмір сүргісі келеді, оның аппетиті көп. Или оның әке-шешесінің аппетиті көп, ол үлкен жерде өскен қыз, а сен қарапайым отбасыдан шыққан шынында. Немесе ол аристократтың қызы, а сен қарапайымсың. Немесе сен аристократсың, ол қарапайымсың. Яғни бұл жерде, осы жерде де, яғни қазақта айтады ғой, тең теңімен, тезек қабымен дейді да. Осы нәрсе негізі дұрыс. Қатты, бұл енді бұл сеніп қалып ойбай, біз байдың қызын ала алмаймыз, немесе байдың қызын қарата алмаймыз, или болмаса там кедейдің қызын алуға болмайды деген сияқты түсінік қалыптаспау керек. Ол адамға да байланысты. Айтып тұрмын, қатып қалған қағида жоқ. Бірақ бұл белгілі дәрежеде әсер етеді. Яғни менталитет белгілі дәрежеде болу керек. Сенің аппетитің жаңағыдай қызбен жүргенде сен байқау көресің ғой, примерно мына қыздың аппетиті 10 миллион ба или 1 миллион ба, или вообще 100 мың теңге шығар оның аппетиті. 100 мың теңгеге де өмір сүре алады да, ол қалауы жоқ та, оның желаниесі кішкентай да. Маған үй болса болды, маған бір комнатада екеуміз бақытты болсақ болды деген сияқты. Мен сізбен лашықтарда отырамын деген сияқты идеяда өмір сүретін қыз ба. А сенің өмірің ой 10 миллион 20 миллионды қалайсың да. Сосын екеуіңде осы нәрсе жараспаса, мына қыз сені мотивация бере алмайды, бұл саған жігер бере алмай қалады. Өйткені бұның аппетиті кішкентай. Или наоборот, бұл қыздың аппетиті деген сұмдық 100 миллион. Ойбай, тұр ерте тұр, неғып жатсың, бар жұмыс істе, тап, ойбай, Мальдивға барайық, Дубайға барайық деп сені гонять етіп жүреді да. А саған ол керек емес. Мальдив, Дубай құрсыншы, маған үйімде тып-тыныш жатқаным жақсы еді, бойдақ болып жүрген кезім жақсы еді, қайдан ғана мынаған жолықтым деп ертең құр босқа жаңағыдай отношения бұзылмас үшін осы менталитетті ажырату керек. Яғни екеуің ойларың, ақша дәрежелерің, өмір сүруге деген нелерің, аппетиттерің сай болу керек. Осыны да бас кезде ажыратып болу керек. Бұны да біз тау адамда толық айттық, яғни осы тақырыпқа тоқтадық. Сондықтан бұл жерде қысқаша айтып отырмын. Келесі мәселе. Келесі сабақ бәрімізге қызық, ең актуальный қазір жігіттердің бәрі гормон деп, тестостерон деп айтып жатады ғой. Тестостерон сабағы. Тестостерон деген енді бұны алдында да көп айтып отырық қой, тегін сабақта да айтып отырық, ашық сабақта да айтып отырық. Бұл басты еркектік гормон.
Бұл гормон болмаса сен жақсы күйеу боласың, жақсы жаңағыдай папа әке боласың, жақсы ұл боласың, жақсы жұмысшы болуың мүмкін, бәрі болуы мүмкін, бірақ сен жақсы еркек болмайсың деп жұрт айтады да. Егер сенің бойыңда тестостерон аз болатын болса. Тестостерон аз болатын жігіттерде қалай білінеді да? Тестостерон аз болатын жігіттер өте бірінші несі өте сенімсіз болады, көп ойланады. Істеймін ба, істемеймін ба, бола ма, болмай қала ма, ата ма, атпай қала ма, қызға жақындаймын ба, жақындамаймын ба, отчего етіп жібере ма, анау не ойлап қалады, мынау не болып қалады. Кәдімгі көп ойланады, сенімсіз өзіне. Уверенность жоқ вообще, бірінші. Бұның белгілері көп, енді основнойын айтып отырмын да. Екінші, үйдің адамы болады. Тез үйге кеткісі келеді, любой процесс болып жатса, бір жерде той болып жатыр, бір жерде туған күн болып жатыр, бір жерде бір жұмыс болып жатыр, бірдеңе болып жатыр, сразу үйге қайтқысы келіп тұрады, всегда үйге қайтқысы келіп тұрады да. Ол үйде жатып, өйткені үйінде ол өзін комфортно сезінеді, жылы көрпесіне жамылып алып, тикток қарап, телевизор қарап жатса, ол сол оған жетеді. Яғни ол тестостеронның аздығынан, яғни үйге қашып тұрады да. Кейін бала шағасымен де өмір сүріп жатқан еркектерді қарасаң, сондай сәл бірден болса мен үйге кеттім жігіттер болды деп үйге кеттім, тойдан да ерте кетіп қалады, сондай адамдар болады, еркектер именно айтып отыр. Яғни үйге қашып тұрады. Үйде оның комфортный ортасы, а сыртта ол өзін әлсіз сезінеді, неуверенно сезінеді, қорқады, араласқысы келмейді, конфликтқа түскісі келмейді, рисковать еткісі келмейді. Үйде ондай риск жоқ қой. Үйде әйелі бар, бала шағасы бар, тыныш өзімен өзі комфортта жатады. Осындай жігіт кезінде де осындай болады, өмірде де осындай болады. Яғни ешқандай рискті, жауапкершілікті бойына алғысы келмейді, қорқады. Моя хата с краю дейді ғой, орыстар айтқандай. Өзінің хатасымен тыныш, өзінің хатасында тыныш жата бергенді қалайды да. Сосын үшінші, жігіттер манерный бола бастайды дейді ғой. Енді эстрадиол деген әйелдік гормон бар ғой тағы да, эстроген деп атады. Осы манерность дейді ғой, былай сөйлеген кезде байқасаң, былай бүйтіп сөйлейтін жігіттер болады. Ол өзі байқамайды бүйтіп сөйлеп отқан. Немесе отырған кезде аяғын бүйтіп үстіне бір-бірінің үстіне қойып алады. Осындай бір енді білмеймін қалай нәзік қыздар сияқты сөйлейді да, короче, түсінбейсіз ба деген сияқты бір бәле істеп жатады осы жігіттер ше. Вроде сақалы бар, вроде мындай әдемі сақал салған, вроде жігіт түріне қарасаң накачанный да болуы мүмкін да, бірақ сөйлеген кезде осылай бүйтіп қыздары, в общем, жестикуляциясы қыздарский болып жатады да. Бұл жестикуляция деген нәрсе көп нәрседен ашып жібереді жігіттер. Осы көп нәрсені шешіп жібереді. Сосын отырыстар, отырып тұруы, жүруі, осы нәрсе көп тоже тестостеронды білдіріп қояды. Яғни сыртына қарап сен примерно білесің мына тестостерон қандай, мынау қай жерге дейін бара алады деген сияқты ше. Демек манерность көп болады да. Сосын тестостеронның аздығының ең көп белгілі тағы да қоғамдағы көріністердің несі белгілері, ол рисковать етпейді, яғни жауапкершілікті алмайды. Мысалы осы жерде 4-5 жігіт отыр, мысалы мына жерде қазір 41 адам отыр, 41 жігітке мен айтамын, жігіттер ертең давайте жиналайық, ана жерде акиматта осындай бір проблема отыр, мына жақта біреуді ұрып кетті, немесе осындай бір жазықсыздан бір адамда осындай болып отыр екен, немесе бір қарындасты осындай түріктер, там арабтар, білмеймін, бір дүнгандар біреулер зорлап кетті, құдай сақтасын, соны барып шешейік деп айтамын да. Сол жерде мына жерде жігіттер бір 41 жігіт отыратын болса, соның тестостеронын тексеріп көргің келсе, просто мына жерде бір ара кетсе бір 5-6 жігіт железо бетонда шығады да, кетті. Келеді де ертең сағат 9-да дедім, 9-да келеді. Қалғандар, давай істеу керек, құтырды олар, дүнғандардың бәрін орнына қойып, анау ма, мынау ма деген сияқты әңгіме айтылады. Бірақ кеттік деген кезде көп жаңағыдай, мен братан жаңағы азанда не істеп қалдым, жаңағы жұмысым шығып қалды, андай болып қалды, мындай болып қалды деген сияқты әртүрлі сылтаумен жоқ болып кетеді да. Демек осы тестостеронның анық белгісі, яғни рискке, жауапкершілікке, яғни істеу керек деген кезде істемейді олар. Бірақ әңгімеге күшті. Біз көбіміз әңгімеге күштіміз, мен де күштімін, әңгіме айтқан кезде өлтіріп жіберемін, ой бүйтіп жүру керек, сөйтіп жүру керек, ана сөйту керек, бүйту керек. Бірақ тірлікке келген кезде көп жерде қорқып қалмайсың, қорыққанынан емес, духым жетпей қалды деген нәрседен емес, әртүрлі сылтау табасың өзіңе. Бірақ оның артын қазсаң негізі қорқу тұрады да, артын қазсаң қорқу тұрады. Сондықтан қазақтардың жігітінің бойындағы ең мықты қасиет қандай деп айтасың болса, батырлық деп айтады. Батыр болыңдар дейді. Сондықтан мен всегда айттым ғой видеода да, жігіттер бұзық жігіттерді жақсы көреді, қыздар деп айтып жатады, бұзық емес, батыр жігіттерді жақсы көреді. Бұзық деген ол жынды ғой, кәдімгі ауру, кәдімгі психта негізі. Бір жерде барады да, ол бір күн түрмемен бітеді, не өліммен бітеді, оның аяғы жағы ше. Бұзықтың соңы ше, көріп жатыр ғой, бандиттерді атып тастайды. Бандиттің сөзінің соңғы жағы ит болып бітеді деп Абдуғаппар Сманов марқұм ұстазымыз айтқандай, ит болып өлесің ғой, бандит болсаң ше, соңың ит боласың да, қалай өмір сүрсең солай өлесің деген сияқты. Сондықтан бандит болуға, бұзық болуға емес, батыр болуға тырысу керекпіз. А батырлықты сен тестостеронды көтерумен ғана бола аласың. Тестостерон көтерілген кезде ғана сен батыр боласың, жаңағыдай рискқа барасың. Біздің аталарымыз, Қабанбай атамыз 90 жекпе-жекті өзі шыққан дейді, 90 жасында шын дейді да, басын байге етіп, ол әшейін бойға емес, UFC-ға шыққан емес, өлімге шыққан да 90 рет. Ойлашы, 90 жасына шейін шыққан үшін. Ол кезде қандай тестостерон деп айтшы, Қабанбай атамыз сонда қандай тестостеронның иесі болғанда 90 жасына дейін соғысу деген ол бізде 40-қа келген кезде жігіттер уже
мен қартайдым, мен уже бұрынғыдай емес, мен қарны шығып салбырап, 30-ға келген жігіттердің өзі қарны былқиып, турникке тартыла алмайды, не жүгіре алмайды, не секіре алмайды. Тестостерон деген ноль ғой, ноль кәдімгі ше. Бірақ әңгіме айтқанда сұмдық, ой бизнесті қырамыз, жоямыз, бүйтіп жатырмық, сөйтіп жатырмық, ой қыздардың бәрін қырып жатырмық, жойып жатырмық. Нақты келе ал, істейік, жүр ал деген кезде жаңағыдай ғой, мен әлі дайын емеспін, мынау деген сияқты. Демек тестостеронның жаман белгілері, основной көрінетін белгісі осы. Ал енді тестостерон көп адам қандай? Тура осыған қарама қайшы, демек ол ешқандай бір манерность жоқ, ол четко ясно сөйлейді, ырың жырың күле беру, ибд дейді ғой, имитация бурной деятельности деп айтады, яғни көп нәрсе істеп жатыр да, шыпыр дауыс көп та, бірақ бітіп жатқан ешнәрсе жоқ. Осындай болып қалмау керекпіз да. Яғни тестостерон көп жігіттер, тестостерон деген нәрсе мысалы просто табиғаттың өзіне қарасаң, сол арыстан, горилла, тіл, үлкен жануарлардың бәрі тестостерон ғой. Яғни асықпа, байсал, ырың жырың әңгіме жоқ. Қадалған кезде ғана, нақты осындай кезде ғана ақыр жіберуі мүмкін, төбелесіп кетуі мүмкін да. Бірақ оған дейін олар өте сабырлы, өте шыдамды, өте ұстамды, өте өзіне сенімді, ешкімге ешнәрсе дәлелдемейді. Қайта оған өздері тартылып тұрады бәрі ше. Өздері келіп тұрады. Өзі келіп тұрады. Сондықтан тестостерон туралы көп нәрсе айтуға болады. Основной түсіндік қой, егер өзінің бойынан осындай жаңағыдай үйге тартып тұратын, бір шешім қабылдай алмайтын, бірден кейін 10 рет 100 рет ойлап кесіп, ойлап бүйтіп жүрген кезде сен басқа біреу істеп кетеді да ондай нәрсе. Сондықтан осындай өзіңе сенімсіздікті байқап жатсаң, үйге қашып кетіп, үйде жата бергің келіп тұратын болса, қыздарға келген кезде де қалт етіп жаңағыдай, ой, не айтып қалады екен, не сөйлеп қалады екен, өтем бе, өтпеймін бе, қалай болады екен деген сияқты мың ойланып баратын болсаң, қызға онда сен тестостероның өте төмен деген сөз шықты. А бұл бәрімізде бар нәрсе, бәрінде бар, осы жерде отырған бәрінде осындай идея бар. Сондықтан демек тестостерон төмен болса, оны көтеру керек міндетті түрде. Өйткені біз жаңа айтқандай, сен жақсы ұл болуың мүмкін, жақсы әке болуың мүмкін, жақсы дос болуың мүмкін, бірақ жақсы еркек бола алмайсың дейді. Тестостерон төмен болса, еркек бола алмайсың дейді. Сондықтан еркектіктің ең бірінші қасиеті ол батыр болу, а батырлық тек қана тестостерон арқылы болады екен. Гормондар туралы толық ақпаратты біз тағы да айтамын, тау адамда толық айттық. Негізі адамға керекті, нағыз әсер ететін 10 гормон бар, сол 10 гормонды жік-жігімен айттық. Оны қалай көтеру керек, қалай түсіп тұр, қоғам арқылы көтеру деген нәрсе бар, оны тамақ арқылы көтеру деген нәрсе бар, жеу бірдеңе, ұйқы арқылы көтеру керек, соның жолдары бар. Демек осының бәрін біз тау адам курсында айтып, жіп-жіктеп қазақша түсіндіріп бердік. Яғни ешқандай бір ғылыми теориясыз, басқасыз. Енді жігіттер, осы жерде осы айтылған тақырыптарға қатысты сұрақтар, осы жерде бір ашып кетсең, айтып кетсең деген нәрсе бар ма? Өйткені мынау телеграмдағы сияқты бұл жерде ұзақ отырып сөйлесудің керегі жоқ. Өйткені бұл скачать етілетін нәрсе ғой. Бұны сіздер скачать етіп көре аласыңдар, немесе бұны біз скачать етіп алу керекпіз. Яғни оңай сақталып қалатын нәрсе емес. Демек, бұның сәл уақытпен шектеулі бір несі бар да. Сол үшін мына жақта бір сұрақ қоямын деген нәрсе, немесе осы нәрсе бізге қызық еді, ашып берші деген әңгіме болатын болса, қазір қол көтеріп мына жерде сұрауға болады. Мына проклятие ружье дейді ме? Проклятие оружия, вот соны более детально айтасыз ба? Так как мен түсінгенім бойынша, типа болғандай литроман, типа соның эффекті ғой, типа дофамин көп бөліп қойсын насчет одного чела. И вот одан кейін ол заттағаннан кейін ол қызық емес болып қалды. Сол ма проклятие ружье деген? Иә, проклятие оружие деген сол. Бұны именно мен кім шығарғанын қазір ұмытып отырмын, әйтпесе бұл туралы болу керек ақпараттар ше. Атын ұмытып отырмын да. Жаңа сондай еді. Бір адамға немесе бір жұмысқа қатысты бір нәрсеге, любой жалпы қыздарға қатысты мен түсіндіріп жатырмын ғой, сен бұл қатысты жұмыс дейді. Бір нәрсеге қатысты көп мания беріп, соны алғанша соны жеткен. Машинаны алғандайсың, жетпейсің, қиялдайсың, күнін соған ақша жинайсың, барып аласың. Өйткені жетіспесең оңай алатын болсаң, осы жерде түсіну керек. Егер сен оңай, спокойно, на расслабоне жұмысын жасап, положено қиналмай, терлемей, ешқандай бір өзіңді зорламай, спокойно алсаң, сен оның кайфын ұзаққа сезесің да. Өйткені сен бойыңда ол не сақталады, соған қатысты бір қуаныш, дофамин, гормон сақталады. Ал егер сен бір жеріңді жыртып, түн ұйықтамай, шаршап, терлеп, тепшіп, бүкіл нервтеді, біреуден қарызға келіп сол 75 алатын болсаң, соның кайфын сен ары кетсе 1-2 сағат, 3 сағат, бір күн көресің максимум. Потом ол саған обычный бір машина болып қалады. Ешқандай бір кайф бермейді. Неге? Өйткені сен оған керекті, оған бөлу керек кайфтың бәрін не істедің? Басында соған машина алғанша дейін құрып тастадың да. Тура осы сәт қызға да қатысты. Оны өлгенше, алғанша жаның қалмай аласың, үйге әкелгеннен кейін ол қызық емес уже. Бір трофейді әкеп, медальді әкеп іліп қойған сияқты болып қалады да. Қызық емес уже бұл. Ешқандай не жоқ, кайф жоқ. Өйткені оған дейін сен айтылатын әңгіменің бәрін айтып тастадың ол қызбен, телефонмен, онлайн, офлайн білмеймін. Оған дейін сен ол қызға сүйем, күйем бәрін ұстадың, көрдің, бәрін білдің, короче. Көрдің, ана қызың қандай екен, қай жерге дейін бара алатынын көрдің деген сияқты. Оған беретін сыйлықтың бәрін беріп тастадың,
гүлін жібердің, сушиін жібердің, апарасың, ресторанға апардың, болды. Енді саған үйге әкелгеннен кейін уже қызық емес ол. Оған апарудың керегі жоқ сияқты, саған миың уже оған энергия бөлмейді да. Вот, яғни медальдің екі ұшы бар деген осы. Сондықтан қыздарға қатысты егер біз бұны қолданатын болсақ, яғни қыздарға артық ондай вниманияны қыз кезінде беріп, оның артынан жүгіріп, яғни каблуктың состояниесі түсуге болмайды деген сөз. Өйткені ертең үйге келген кезде ол қыз қызық болмай қалады бізге. Қазір менімен келіспеулері мүмкін, бірақ тура солай жасап, енді рисковать етіп көрсеңдер, ертең көресіңдер. Үйге келген кезде ол қыз саған аса қызық болмай қалады. Сол үшін сенің ойың, сөзің сосын кете бастайды жан-жаққа қарай. Может, басқа қызды көру керек пе еді, может, қатты асық қойдың ба, может, ана қызбен де сөйлесіп жүргенде көре салу керек еді деген сияқты идея болып қалуы мүмкін. Сондай жағдай болып қалмас үшін фокусты, назарыңды жаңағыдай бір нәрсеге қатты бүйтіп бөліп тастама, бірінші, екінші, өзіңді через себя переступать етпе. Яғни өзің қаламай тұрсаң, істеме. Өзіңді қинап, зорлап, ойбай, мен қазір істеу керекпін, дисциплина, там, жету керек, мақсатқа полюбован жету керек, 24-те жеті ебіш деген идеялар ғой. Бұның бәрі өтірік. Бұның бәрі сенің гормональный системаңның бытшын шығарады, во-первых. Екіншіден, ол тек қана бір қысқа мерзімде ғана кайф береді да, болашақта сені өшіріп тастайды кәдімгідей. Дым қызық емес. Дым қызық емес. Ана айтады ғой, несі бе, инфобизнесте нелерде көп айтып жатады ғой. Мынау не дейді? Прогресс емес, анау шашақ бағана не деп айтып жатады? Шашақ қалдым, тозып қалдым. Выгорание болады. Вот выгорание деген нәрсе осы. Ертең сен қатын алған кезде де выгорание болады сенде, потому что сен оған дейінгі процестің бәрін беріп тастадың ғой. Тура сол сияқты выгоранияға түсіп қалмас үшін осы таяқтың екі ұшы деген нәрсе осы. Яғни проклятое оружие деген осы. Түсіндіре алдың ба? Түсінікті. Тағы да сұрақтар бар ма бүгінгі неге қатысты? Айтылған тақырыптарға қатысты. Жәнібек. Курс туралы толық айтасыз ба? Курс туралы келесі сабақта ертеңгі күнгі айтамын. Ертеңгі күні өте тоже актуальный қызықты сабақтар болады. Төсек қатынасы туралы. Мен ойлағым ғой, мынау Инстаграмда өткіземіз деген кезде мен жаңағы төсек қатынасы, секс деген мәселелерді айтпаймын деп ойлағым. Өйткені ол жақта қыздар да болады деп ше. Бірақ енді мына жерде өңшең жігіттер болғаннан ертең сол тақырыптарды қозғаймын. Өйткені жаңа айтқандай, қызды басқару үшін, әйел адамды басқару үшін төсек қатынасын біз жестко білу керекпіз. Сондықтан ертең курс туралы толық айтамын. Ал енді қазір айтатын болсам, қысқаша енді ол өте актуальный тақырыптар жігіттер. Қазіргі замандағы өте актуальный тақырыптар просто айту. Ол бұрынғы аталарымыз былай айтып кеткен, бұрын осылай болған, тағам жасасам өмірінде осылай болған деп біздер көп сол мысалмен келеміз ғой. Бірақ қазіргі актуальный өмірге салатын болсаң, қазір система бәрі басқаша болады. Жаңа айтқандай ғой, мынандай десең, мынандай жағы бар. Мынау дұрыс десең, екінші жағы бар да. Сондықтан осының бәрін қосып микс жасап қолдан келгенше қазақша әдемі сөзбен шай ішіп отырып айтатындай, шай ішіп отырып түсінетіндей курс жасап шығардық. Құдай қаласын. Нұрдәулет бауырымыз, Бекболат бағасы қанша болады? Курста 3 түрлі тариф болады, сондықтан оны ертеңге қалдырайық жігіттер. Ертең точно қатысатын болсаңдар, до конца отыратын жігіттерге сюрприз не істейміз. Запись болады, бәрі болады. Нұрдәулет. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Мен сұралайын деп едім, тез. Расчет бұжу, жаңағы питание жағы ше. Оны үйренудің несі бар ма? Керегі бар ма? Әлде сосын спорт. Ударка жақсы ма? Күрес па? Қайсынан бастаған? Оңай. Ана паркурда жеңілірек болатын ше. Қайта бастайын деп жатқан ғой. Качкадан кішкене шаршап кеттім. Екінші нәрсе қосайын деген ғой. Мынау Нұрдәулет қазір өте актуальный теманы қозғап жүр. Жаңа тестостеронға қатысты нәрсені айту керек еді, бірақ айтпағым, бірақ біраз есіме түсірді да маған. Өте дұрыс сұрақ қойды да. Мысалы, тестостерон көтеру үшін жаңағы тамағың бар, питаниең бар, бәрі әсер етеді қой тестостеронға, иә. Бірақ осы жерде түсіну керек. Егер мен қазір тыңдап жатқан екі ұстазым деп айтамын ғой, енді екі кісі бар. Осы именно гормональный фонмен қатты жұмыс істейтін адамдар да. Оны сендер де білесіңдер, атын айтпай қоймын. Бірақ осы кісілер қазір топовый нәрсені айтып отыр. Мынандай нәрсе бар жігіттер. Бірінші, любой спортқа бармас бұрын дейді, олар өздері спортсмендер болғанын айтып отыр. Любой тренировкаға барған, ол күрес болсын, не болсын, оған бармас бұрын, егер сен правильный настрой жасау, яғни организмді дұрыс неге қойып алу үшін, яғни дұрыс неге режимге қойып алу үшін, чтобы тез результат болу үшін, бір-ақ нәрсе керек жігіттер, бір-ақ нәрсе істеу керек. Бұл өте қарапайым нәрсе, бірақ оны ешқайсың істемейсіңдер, гарантия беремін, ешқайсың істемейсіңдер. Бірақ осыны істесеңдер, осы жерде мысалы қазір осы біз 40 адам отырмыз, соның ішінде топ боласыңдар. Бұл бірінші приседания. Тек қана приседания болды. Егер бір ай бойы өздерің ешқандай спортқа бармай, қазір дәл қазір бірден барып күреске барып кетпей, качалкаға кіріп кетпей, бір ай бойы таңертең тұрдың, 25 приседания жасадың, демалдың,
20-30 минуттан кейін 25 жасадым, демалдым. Осылай өзіңнің бір күнде қаншаға шамаң жетеді, солай жасап. Сосын бір айда, мысалы 25-тен бастадың ба, сосын 50-ге, 70-ге, 75-ге, 80-ге, 90-ға, 100-ге жеткізіп, бір айда, как минимум, бір күнде, как минимум 100 рет, 200 рет приседание жасайтындай жағдайға жетсеңдер, спокойно, өз весіңмен салмақ қосып, керегі жоқ, секіріп керегі жоқ. Бірден кейін ұстап тұрып та жасауға вообще даже совет береді. Бірден кейін ұстап тұрып отырып тұратын болсаң, оның өзі плюс бұны ертең тағы да толықтырып айтамын. Да, неде сабақта тау адамды толықтырып айттым деген ертең айтамын деп. Демек, бірінші спортқа бармас бұрын осы аяқтың мәселесін шешіп алатын болса, жаңа крепко стоимнан аяқ деп айттым ғой. Яғни тестостерон бұл біздің жұмыртқамызда бөлінеді, біздің жұмыртқамызда болады. Ал жұмыртқаға ең жақын нәрсе ол аяқ. Демек, аяқты качать ету арқылы, аяқтың мықтылығы арқылы біз тестостеронды качать етеміз. Кәдімгідей осы нәрсені бір ай тиянақты түрде үзбей, арасын үзбей, тоқтатпай күнінде істейтін болсаңдар, азанда тұрған кезде мынау қатты болады, масқара. Осыдан бірінші сезіледі. Осы кәдімгі азан тұрған кезде бәрімізде эрекция болып тұрады, бірақ бұл ерекше болады, эрекция. Осы егер осы процесс жасайтын болсаңдар. Демек, жаңа Нұрдәулет бауырымның сұрағына жауап. Сен қазір качалкаға барып бас бұрын немесе дзюдоға, күреске бармас бұрын, сен бірінші очередь осы нені жаса. Просто тупо бір ай бойы өзіңе уақыт берді, осы тренировканы ұрш аяғыңды. Қандай спорт дегенге жауап беріңіз. Демек, бірінші очередь осы аяқты качать етеміз, сосын барып, любой спортқа, қандай спортқа, жүзуге барасың ба, тенниске барасың ба, футболға барасың ба, неважно. Аяғың егер мықты болып, осы системаны кіріп, яғни организмді дұрыс неге қойып алатын болсаң, сахарный системаны емдеу, бұл процестің бәрін мен сол жерде айттым. Бірақ осы нәрсені дұрыстап алатын болсаң, любой спортқа кірген кезде сен жарасың, кәдімгідей мықты боласың. Ал енді қандай спортқа барамын дейтін болсаң, әрине тестостеронды көтеретін спорт ол конкуренция, ол борьба. Тек қана борьба. Ол міндетті түрде күресу емес, ол бокс болуы мүмкін, ол жүзу болуы мүмкін, ол күрес болуы мүмкін. Яғни адам басқа адаммен конкуренцияға түседі ғой, алысады, жұлысады, кім мықты деген сияқты идея. Вот сол тестостеронды көтереді. Ал просто качалкаға барып качать ете беру көтереді белгілі дәрежеде. Егер оны дұрыс істесеңдер, ал оны өзіңді выжимать етіп, деп немесе дұрыс емес качать ететін болсаң, онда сен денеңнен ешқандай результат көрінбесе, сен тестостерон түсіп кетеді қайта. Менде болмайды екен, что-то бір жыл болды келіп жүргенмен әлі ешқандай өзгеріс жоқ, что-то вес қосылмайды, что-то мышцаларым шықпайды, что-то мына жерім шықса, мына жерім шықпайды деген сияқты идея болып қалса, онда тестостерон түсіп кетеді наоборот. Качалкаға барғың келмей қалады вообще, спортқа жалпы барғың келмей қалады. Сондықтан барлық нәрсенің өзінің дұрыс несі бар, позициясы бар. Качалканы өзін дұрыс жасау керек, дұрыс уақытта жасау керек, уақытында шығып кету керек, уақытында кіру керек деген нәрсесі бар. Питание деген нәрсе бар жаңа. Питание өте дұрыс, өте актуальды тақырып тоже. Не ішіп жүргенін айтады ғой, адамның кім екенін білдіреді деген сияқты. Ол есептеп ішу ол дұрыс емес жігіттер. Сразу айтайын. Мен бұны өзім сүйемін, мен өзім бір шығарған экспертім емес, жаңа айттым ғой, мен авторитетный, сендерді білетін, бәрін білетін авторитетный тұлғалардың кәдімгідей тыңдап естігенімді айтып отырмын. Есептеп, 1 килограмм, сен 1 килограмм салмағың осындай ішу керек, белок ішу керек, анау деген әңгіме қыртқан әңгіме екен жігіттер. Бәрі қыртқан әңгіме. Егер бірақ нәрсе айтады, егер сен бойыңда тестостерон дұрыс болатын болса, сен автоматически сенде мышцы өседі. Автоматически. И сен былай өседі дейді, адам былай емес, былай шегінаға өседі дейді, широкий бола бастайсың. Сен даже сүйектерің өсе бастайды дейді, былай қарай, широкий бола бастайсың дейді. Өйткені тестостерон деген нәрсе сол, ол барынша былай қарай жайылуға көп позиция алу да. Көп позиция алу. Яғни сен тестостерон көбейген кезде сен шекараң өсу керек та. Өседі ғой негізі автоматически, сен уже жаулай бастайсың территорияны. Тура сол сияқты сен денеңнің өзі автоматически өседі дейді. Ал егер сен денең қанша тренировать етсең де өспей жатса, онда байқай бер, сен бойыңда тестостерон өте аз деген сөз. Ал оны тек қана бір питаниемен бүйтіп ішу керек, мынандай тамақ ішу керек деген әңгіме ол жұмыс істемейді екен. Ол тек қана маркетинг екен жігіттер. Маркетинг кәдімгі біреу бізге сатып жүрді осы идеяны. Осы сұрақ. Тағы да қандай сұрақтар бар? Мен сұрақ қойыңызшы дедім. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Айта бер. Ағаңыз маған айттыңыз, әйеліңізден жалықпас үшін сонда аз уақыт ойлап кету керек па? Түсінбедім тағы да. Әйелмен аз уақыт бөлу керек па дейсің бе? Әйелмен болу керек па? Әйеліңмен, мана сіз айттыңыз ғой, әйеліңмен жалығып кетесің, егер ұзақ внимание өтсең, сонда аз уақытта үйленіп кету керек па сонда? Үйленіп кету процесі ма? Үйленгенге дейін ба? Ұзақ жүріп үйленгендер бар ғой. 7 жыл жүріп, мен мысалы менің інім бар, үйленген 7 жыл бірге жүріп үйленді. 5 жыл жүріп үйленгендер бар, 4 жыл жүріп үйленгендер бар. Әңгіме ол ұзақ жүргенде емес, әңгіме сол ұзақ жүргенде или қысқа жүрген кездегі процесс қалай болып отыр. Ұзақ жүріп, адамда жолығып жүрген адамдар бар, сағынып көрісетін адамдар бар, ұрысып кетіп, жоқ болып кетіп, 1 жылдан кейін қайтып қосылатын адамдар бар, ол басқа әңгіме.
ұзақ жыл бойы анаған беретін жігіттер бар. Өмір бойы беріп, ана қызды оған беріп, мынау да екеуі кәдімгі мужик жена сияқты өмір сүріп кетті, үйленіп заңды түрде екеуі бірге тұрған кезде уже қызық емес. Осындай процесстер бар. Демек, менің жаңа проклятый оружиеға қайтып жатқан, түсіндіріп жатқан нәрсем сол, что сен егер қызбен қазір кездесіп бастаған кезде біріншіден ұзақ жүріп алма, бұл біріншіден ұзақ жүріп алма, яғни жүруің ары кетсе бір жыл болу керек. Қызбен ше бір жылда адамды білуге болады, примерно уже білуге болады, мынандай деген сияқты. Бұл бірінші. Ал егер әліге үйленбеймін, мен қазір данный момент үйленбеймін бұл қызға дейтін болсаң, онда жүріп керегі жоқ жігіттер. Просто тупо ана қыздың жүрегін жаралап, немесе өзің оған бауыр басып қалып, ертең бір санта барбара болып отбасы. Егер мен осы қызды аламын, осы қызға көңілім бар, или осы жылы үйленемін деген ниетпен жүретін болсаң, Құдай қаласа ол қызға үйленесің. Ал егер просто көрейік, там общаться, деген әңгіме болатын болса, дальше көреміз не болып кететінін деген сияқты понятие болса, аяқ жағы да сондай болады. Өйткені ниет дұрыс емес. Бұл бірінші ма. Екінші, демек ұзақ жүріп алма деген сөз. Ал егер үйленбейсің ба, жүріп алма. Үшінші, ол қызбен не істеме. Ол қызға артық внимание бөліп беріп тастама. Яғни сыйлықты артық берме, жаңағыдай артық жаза беріп, звондай беріп, болмайтын әңгімелерді айта беріп, күнде бүкіл сырыңды, проблемаңды бәрін айтып тастама. Яғни қыздың подружкасы болып қалма. Жаңа айтып отырмын ғой, онымен өсек айтатын, онымен бірдеңені обсуждать ететін әңгіме болып кетпесін. Қызбен айтылатын әңгімелер бар арнайы. Сол темамен ғана шектелу керек. Артық кіріп кетіп, падушам сөйлесеміз, екеуміз күшті әңгімеміз жарасады деп жігіттер сөйтеді да, ладно, әңгімең жарасып жатқан шығар, бірақ басқа жағын айттым ғой, махаббат үш нәрседен тұрады деп, яғни ұзақ өмір сүру үшін махаббат сақтап қалу үшін үш нәрсе керек. Осы үш нәрседен біреуі ғана сенің әңгімең ғана керемет жарасып тұр, бірақ қалған екеуі нөл болатын болса, онда құр уақыт құрып жүрсің. Просто сен білмейсің да, білімің жоқ. Сол үшін құр босқа ана қызбен уақытыңды, бір жыл уақытыңды құртып, немесе 6 ай уақытыңды құрып жүрсің. Сосын аяқ жағы просто тупо бітеді, ол қызбен айырылысасың, немесе ол қыз жылайды, немесе сен жылайсың, короче, сондай болады. Ал енді сен сұрағыңа қатысты, қызға артық внимание беріп, бойдақ кезінде оған құйып тастасаң, бәрін артық внимание беріп, оның қасынан шықпай 24 сағат сонымен жүріп, сәл қолың босса сол қызға барып, сонымен бірге жүріп, паркте де анда да мұнда да сонымен жүретін болсаң, үйленген кезде қызық болмай қалады. Үйленген кезде сен онымен уже олай жүргің келмей қалады. Өйткені не, ол сенің әйелің ғой, болды. Сен оны алып қойдың өге, болды, ол сенің әйелің заңды түрде. Уже саған ондай желание жоқ. Сондықтан сондай нәрсеге түсіп қалмау үшін. И бұл сенің тестостероныңда қатты жүріп тастайды. Қыздың қасында жүргенде айттым ғой, әйел, қыз бала ол всегда бізді ұтып кетеді. Оның қылығы, оның бір әдемі шашын бетін жайып жіберіп, әдемі бір иіс шығарды, болды, сен басың уже айналып қалды, сен білмей қаласың, уже жын болып қаласың қыздың қасында отырған кезде. Шашын бүйтіп істейсің, шашын саған, болып қаласың ана жерде. Демек, әйел всегда ұтып кетеді. Сол үшін еркектік сақтап болу үшін, ол біріншіден еркекпен темен көп араласу керек, еркектік ортада болу керек, спорт керек, и сенің бір нақты өмірге деген миссияң болу керек. Болмайды екен, онда бір әйелдің жаңа персональный раба, персональный құлы боласың, соны айтқанын істеп, соны тамағын әкеліп, жан келдің ба, жан мен баратырмын, жан үйге не керек, жан қандай тамақ керек, не алайық, жан не ішесің, осындай болады жігіттер. Осындай жан дейтін жігіттер көп қой, жандар көп. Сондай болып қалмайды. Түсіндіре алдым ба? Тағы бір сұрақтар болмаса. Жігіттер бәрі түсінікті отыр ма? Тағы сұрақ болатын болса, қойып, болмаса бір 5-10 минут болсын эфир тамамдайық та, ертеңгі күнге дайындалады. Ертең енді бүгін бір қыздыру болады ғой, ертең қызық. Өмір бауырым айта бер. Біраз сұрақ сізге, бағана өсу туралы айттыңыз ғой, биологически. Сол, мысалы, бір жерлердің оқыған, 25 жасқа дейін ба адам өседі деп, биологически жағынан. Бой өседі, 25 жасқа дейін адам бой өседі. Бағана дальше тренировка істесең, шире боласың, бірақ бұл шираны адамға автоматты түрде беретін нәрсе, ол тестостерон деп айтады. Яғни сен тестостерон көтеріп, мысалы, көп байқасаңдар, африканецтер бар ғой, Африканың адамдары ше, африкалықтар салыстыратын болсаң, олар біз сияқты керемет тамақ ішпейді, оларда керемет питание жоқ, олардың өмір сүру жағдайы, яғни өмір сүру образы өте қиын да бізбен салыстырғанда. Бірақ олардың бәрі накачанный болып, ешқандай біз сияқты тамақты өлі БЖО деп, жаңағыдай андай мұндай правильный питание деген әңгіме жоқ оларда. Бірақ олар бізден қарағанда отличный бәрі. Көбісі ше. Телосложениялар автоматически де. Өйткені олардың тамақтарында біріншіден қант жоқ, көбінде қантсыз тамақ ішеді. Екіншіден өмір сүру образы оларда конкуренция, бешеный. Өлсең, ол жақта қимылдамасаң өліп қаласың деген сияқты. И олардың өмір сүріп жатқан ортасы, средасы тыныш ұйықтап қалып, біз сияқты комфортно жата салуға жоқ. Өйткені жан-жануар бар, құрт құмырсқа бар, анау мынау бар деген сияқты. Оларға всегда сондай тестостеронды бөліп жүреді организмдер. Сондықтан олар бізге қарағанда более атлетичный и более күшті. UFC-дің өзін қарасаңдар, 3 чемпион бар, үшеуі де африканецтер. Камару Усман, кім анау ұтылып қалды ғой жақында. Екінші ұзыншы, средневес. Не бар, и кім тяжеловес,
кім бар, иә, Фрэнсис Нгану, үшеуі де африканецтер, үшеуі де чемпион болғандар да. Сондықтан түрлеріне де қараңдар, денелеріне қараңдар, өте атлетичный, өте андай емес. Кім бар, иә, Фрэнсис Нгану, үшеуі де африканецтер, үшеуі де чемпион болғандар да. Сондықтан түрлеріне де қараңдар, денелеріне қараңдар, өте атлетичный, өте андай физически мықты. Олардың образы сәл басқаша болады. Сондықтан біз де сол образға келе аламыз, егер жаңағы тестостеронды дұрыс қолданып, дұрыс питание жасай алсақ, яғни дұрыс ортаны қоя алсақ. Сосын біз шире боламыз. Рахмет, братан. Тағы бір сұрақ бар еді. Не, бағана тестостерон туралы. Қоршаған ортаға по-любому адамға әсер етеді ғой. Адам, мысалы, достарың, олардың бағанағыдай айтқан сөздері үшін саған деген қарым-қатынасы, жалпы осы қоғамда сол жағынан қалай болады, мысалы, енді оны мен түсіндім сұрағыңды.